Dönerimiz geldi. Cansoya, mына сенікі. Мет. Неге сендер осы тамақты біреу тартып алатындай сияқты жейсіңдер? Білмеймін, маған тамақты тез жесең дәмдірек көрінетін сияқты. Тем более дөнердің абая. Бұны жай жеу мүмкін емес. Бес, молодец. Біш білсінші. Сыр жобасы Айшолпанмен сіздің қалаңызда. Барлық ақпаратты төмендегі сілтеме арқылы біле аласыздар. Теміз. Күтесің. Күтесің ба? Мені күтесің ба сен? Баршаңызға сәлем, ұлдар, қыздар, кеш жарық Алматы, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Мә, рахмет аға. Жүрегім бар ғой. Аузынан шығып кете Аға, жатады. күйеу бар ғой. Астанадан келген гүл. Закаленный гүл, суыққа әбден бораннан шығып, осы Алматыға жеткен гүл. Мә, рахмет. Не деген подача? Иә, Мен мүлдем күткен жоқпын. Рахмет аға. Бірінші алғашқы қонағымыз саған кәдімгідей келіп, қыз баласы ретінде сыйлап гүл әкеп берді. Рахмет. Иә. Грин флаг, официальный грин флаг. Армысыздар, бәріңізге сәлем. Отырыңыз. Оның үстінде сүйікті актерларымның бірі ретінде өте күшті екенін алған. Рахмет сізге, көп рахмет. Халықтың ыстығы ықыласын сездік, өйткені сізге біз жете алмаймыз, сіз бізге келдіңіз. Алдарыңызда ресми түрде таныстырып кетейін. Ой, сіздерді қалай таныстырамын енді. Театр және кино актері. Сазгер. Болды. Қоса берейін аға. Бір күшті сөз айтып келе жатырмын өзімше. Сазгер. Қазіргі таңда продюсер. Содан кейін тағы да не? Әнші. Волейбол ойнайды. Аптасына үш рет волейбол ойнайды. Волейболшы. Биші. Каскадер. Жалпы 8 қырлы бір сырлы сөзінің амбассадоры Дәурен Серғазин. Қош келдіңіз. Аманат партиясы қыса отыр. Бәрін жинап отырсып қойдық. Біткен сайын шапалақ ұрасыңдар. Аға, қош келдіңіз. Дәке дейм ба? Қалай? Дұрыс. Дәурен аға. Кез келген, неге? Братишка деп қойды. Дәке, қош келдіңіз. Көргеніңізге өте қуаныштымыз. Бұл сыр жобасы. Жалпы жобада махаббатқа қатысты барлық тақырыптарды, оқиғаларды талқылаймыз, әңгіме қылып, әңгіме дүкен қыламыз. Иә. Қырыламыз. Шынайы болуға тырысамын енді. Иә. Біз екеуміз ұрысып қалсақ мән бермеңіз. Біз жаңа айтты ғой сізге ар жақта Гала біздің бойдақ кезден келе жатып, бойдақ болып қалған досымыз. Бойдақ болып. Әлі күнге осы бұл жобаның құрылу негізі де сонда біз өзіміз үшеуміз үйде тамақ ішіп әңгімелесіп отырып, жаңағы махаббат, отбасы тақырыбында көптеген нәрселерге сөзге келісіп қаламыз. Бұл бойдақ ретінде түсінбейтін нәрселер бар. Кәдімгі айғайлап ұрысып, кәдімгі өзімізге бір баламыз құсап отчитывать етеді. Одан кейін біз бұда түсінбейтін нәрсе бар. Мысалы, неге үйленбейсің, неге сөйтесің, неге бүйтесің. Соның негізінде бұл жобасы шықты. Міне уже бір жылдан асты. Әлі түсінбей келе жатырмыз. Бір жылдан асты. Сіздер сияқты орта буын, аға буынның белгілі бір тұлғаларды шақырып, әңгімелесу, бұл кісіге бір қыз тауып қалу. Иә, сол қалаулым ғой. Айтпады ма дейші? Айтпады ма деп. Үміткерлер де. Жоқ, жаңағыдай сол әркімнің тәжірибе, опыттарын, оқиғаларын естіп, кәдімгідей бір қоғамға бір белгілі бір жаңағыдай ой түйін қалыптастырып жатыр екен. Соған қатты қуандық.
өйстіп басталған жобамыз. Басында қыздарды шақырып жанталасып едік қой. Иә. Одан ешқандай нәтиже болмады. Енді ағалардың ақылын тыңдаймыз. Иә, үлкен кісілер. от айналайындар. Өмір деген солай. Астана жақ қалай отыр? Күн суық па? Баяғыдай. Иә, суық, боран, аяз. Бірақ үйреніп қалдық. Сол нәрсе керек болып тұрады. Мында келсең көктем. Жалпы өзім Астана қатты үйреніп қалдым. Астана менің үшінші махаббатым. Сондықтан махаббат демекші. Бірінші махаббат. Талдықорған. Бірінші махаббат. Талдықорғандікісіз ба? Талдықорған жақтан. Мә. Қапал деген ауыл бар. О. Сол жерден боламын. Екінші махаббат. Екінші осы оқыған жерім Алматы. Алматыны оқыдыңыз. Алматы оқыдыңыз. Үшінші махаббат Астана. Сол үшеуімен тоқтасам деп тұрмын. Үш болады ғой, үшке дейін рұқсат. Жетеді әдемі. Төртінші махаббат Нұрсұлтан. Потом қайтадан Астана деп. Саясат қой құрсын. Біз сол жаңағы бағана айтып отырық Астанада тура сіздердің театрлардың қасында оқыдық. Аграрный университетінде үшеуміз де общагалас болдық. Жаңағыдай факультеттес. Сөйтіп жаңағы сіздердің шығарылымдарыңыз, қойылымдарыңыз болып жататын, пасан естіп жатамыз, осындай болып жатыр жастар театрында деп әнімін деп сол бара алмадым. Ұят болды. Жалпы осы жерде жастар театрының қойылымдарына барған адамдар бар ма? Көрген адамдар. Күшті, иә. Алматыда. Айта беріңіз аға. Төртеу деймін. Төртеу? Жоқ, біз мүмкін жете алмай жатқан шығармыз аға сіздерге. Өйткені сіздерде солдау сразу бір 6-7 ма спектакльмен келеді, өмірі кірейін десең жоқ уже. Мен осы неше жыл бойы Астанада жүрген кезде 2-ақ қойылымға барып көрдім, сосын өкіндім. Өмірімде алғаш рет театр деген түсінікті сіздерден көрдім. Мен бірінші рет барған кезім сол кезде жаңа қойылымның аты қалай еді аға? Көзіме бір көрінсең балаға ғашық. Иә, көзіме бір көрінсең балаға ғашық. Сон ойбай деп Дикоға көрсетіп, ол кезде Дидар екеуміз жүрміз, үйленбегенбіз. Сосын Дидарға көрсем, қараш қандай тамаша мына кісілер. Ән десең ән, би десең би деп. Пародия бәрі бар ғой, күшті ғой деп сол кезде ең алғаш. Тұсауымды кескен ба? Өзім тұсауымды сол кезде кестім театрдағы. Көзіме бір көрінші бала ғашық. Көрінсең бала ғашық. Қыз айтып тұр ма ұлға? Бала көзім қалай? Бала ғашық деген жігітте де қызда да болады. Бала махаббат. Бұрынғы есен соны көзіме көрінші. Балалық шағымдағы ғашықтық махаббат деген мағына. Көзіме бір көрінші бала ғашық. Етішті кеп тұрмын дала ғашық. Сен кез келген қойылымның бытышын шығаратын бірдеңіз. От шағыппанды. Философиясын жоғалтып. Мәнін жоғалтып бір тұлып. Алматыға келіп тұрасыздар іс сапармен. Иә, көбінесе жұмыстармен осылай сіздер сияқты жақсы адамдар шақырған кезде келіп тұрамыз. Рахмет. Рахмет, иә. Күшті болып қалды. Бағдарлама біткен жоқ, жақсымыз да жаманымыз да әлі. Соңында айтасыз. Пәтуасын соңында бересіз. Соңында пәтуасын бересіз, иә. Бағана факттарды оқып қалдық. Волейбол жақсы көресіз. Жалпы доп бар жердің бәрін жақсы көреміз. Домалағы бар жердің. Домалақ. Кішкентай кезінде сол спортқа жақынбыз. Футбол, волейбол, баскетбол, теннис, қайырды домалақ бар. Мен де домалақтарды жақсы көрем. Бұл басқа домалақты айтып отырды. Бильярд айтып отырды. Аға, сіз қоршау. Рахмет аға, шығар болдыңыз. Бильярд. Өмір бар көрмегеннен ғой сенің, иә, бірақ келсе сағаныңды айтамын да. Ойыма келмейді бильярд. Бірақ сіз тұрақты түрде аптасына 3 рет барады дейді, қателеспесем. Жоқ, енді шіле ондай расписание жоқ. Бітті 2 рет барсам ауру болып қалатын. Жоқ, мүмкіндігінше кейде қол тисе жиі барамыз. Кейде 1 рет болып қалады, кейде ай бойы бармай қалатын кездер. Бірақ міндетті түрде аптасына 1 рет бармасаң, жалпы аптасына 1 рет, 2 рет спортқа қатыспасам, өзімді жек көріп кететін бір жағдайға жеттім. Футболды айтпашы, пожалуйста, осы жерде қыстырмашы футболыңды. Мен досым ғой, досым болған ана жігіттен. Ана кісіге үйленбей тұрыпшы. Екеуі үйлендіріп досымнан айырылдым. Футболға алып кетсем ренжиді. Неге алып кете бересің, аптасына 2 рет, тоже 1-2 рет барамыз. Ол алдында кәдімгі ренжіп қалған. Басына ойлайтын еркелік шығар, бір андай бір тиісіп алдында жеп тұрып жүрдік, ала нете бермеш, шақыра бермеш футболға деп. Вот мен көрдім, футбол дейтін. Осындай спортта әдемі болып жүрген. Несін шығарып тастайды еркек бойындағы. Саған деген негативін маған келіп. Негативін барлығы сол спортқа барып шығарып тастамаса, үйге келіп сенің алдында шығарады да, сондықтан жіберіп тұру керек.
маған сол ұнайтын шығар деші. мүмкін мен таңдауым сол шығар, иә, сіздер. Мазохист. Бірақ негізі Дидар ол жақта кімдер айтады ғой, галалар жалпы ойнайтын адамдардың барлығы айтады, ең тыныш ойнайтын Дидар екен. Не бір боқтамайды, не бір аузынан сөз шықпайды дейді. Мен білмеймін қай жаққа шығарып жүр бұл оны. Допты қатты деп еді шынданып. Мүмкін. Сендер айғайлап боқтап жатасыңдар ғой әйтеуір. Термен де шығады ғой, сөз негатив термен шығады. Бізде сондай қасиет бар. Біліп қойыңыздар. Термені шығып жүрген шығар. Міне бұл осындай әңгіме ғой бұнікі осы. Жалпы сосын осыдан кейін қырылып бастаймыз ақырындап. Қазір өз шеті келе жатырмай қалсаңыздар. Кешіріңдер, артық кетсең. Бірақ дегенмен сіз енді қараңызшы, айына бірнеше рет барудың өзі волейболды. Біз өз жалпы тренировканың өзіне жетістіріп бармаймыз ғой, барамыз деп. Ал бұндай бір ойынға, енді футболға баруға болады. Бірақ мен волейболға барады дегенді оншама жейстірмейді. Рұқсатын сұрап алайыншы, 2 рет жібересің аптасына футболға, 2 рет, е? Ой, кете берсінші, бара берсінші. Дәкең куә міне. Жарайды. 2 рет футбол, 4 рет PlayStation. Ой, жақсы болып сен немене бір апта бойы. 2 CSGO бар. Болды. Сен немене аптасына 8 күн бар ма? Келіс, бер екенді. 8 күнің бар ма? Түнгі базар бер екенді. 4 тым артық енді PlayStation. 4 бар, иә. 2 футбол, 1 PlayStation, 2 контр. Дәке қисын. Қайға қиын, бер екенді. Жоқ, тағы азайтты, 2 контрын біреуге қалдырсаң. Бір-бірден қылыңызшы. Иә, бір-бірден. 1 контр, 2 футбол, 1 PS. Үшеу ма? Төртеу ма? 4. Әдемі. Ал, давай. Бер екенді. Саған емес, маған емес. Саған емес, маған емес, оған. Давай. Кесін, давай. Кеттік бүгін. Сразу ма? Бар қызметіңіз осымызда келгендегі. Бар берілген міндет задачасы же. Осылай Құтқар болдым сен. болды. Мен сен бір айтып жүрген сияқтысың галаға ше, көрген адамдар айтатын шығар, мынау жынды Ол сезеді ғой өзі. бірақ ешқашан қалмағансың, сен соны ұмытпа. Сен білесің бе, мен алдында да айтып жүрік қой, сендердің отбасыларында мен жертвамын ғой. Любой түсініксіз бір күмәні бар ситуация мені тығады ғой. Гала айтты, или Гала попросить етті, Гала бүйтіп қалды, через меня жаңағыдай қатты негативті маған бұрып жібереді бұл. Политолог қой бәле. Маған бұрады аптың бәрін менен алады да, өзі судан ақ сүттен таза отырды. Кім, Дико ма? Иә. Дико сондай бар ғой. Ол бар шығар, иә. Жақсы. Одан кейін аспаздың оқуын оқығанда едік. Соны естідік. Сол қызық болып отыр. Маған да қызық. Жоқ, оқуға түсе алмай қалдым да, Талдықорғанға бір досым оқуға түсемді ЖИГУ-ға. Мен бірге жүрейік, мен де түсе салайын деп бірге бардық та, мен түсе алмай қалдым. Ол платныйға өтіп кетті, соң алға қайтып келдім. Соны не істеймін енді, 1 жыл жүрем ба дедім да, СПТУ деген бар, қазір колледж болып кетті сол кезде. ПТШ дейді, СПТУ, Шарага дейді. Кезінде алда. Деппін ғой мен де. Енді ол. Кезінде алда оқымай жүрген балаларды, сондай, немесе 2 алатын, оқымайтын балаларды сол жаққа апаратын, сол жерде. Сварщик, тракторист, Соның дұрында 1 жыл жүрем ба, ол жерде түстен кейін волейбол, жаңағы баскетбол, футбол бар. Ең құрмаса 1 жыл доп тебейін деді, сол жерге бардым. Негізі мектептің кәдімгі үміт артқан баласы едім. Сол 1 жыл бойы мұғалімдердің тығылып, класстастарын тығылып, сол жерде оқыдым. Бірден 3-ші курсқа түстім. 11 класстық жоғары білім болғаннан кейін бірден 3-ші курсқа түстеді. Сөйтіп 1 жыл повардың оқуын оқып, кәдімгідей больницада практиканы өтіп, тамақ пісіріп, сөйтіп. Сөйтіп бітіргеннен кейін 3-ші разряд повардың дипломын берді. Больницаның тамағы дәмді болады, Ой, сұмдық қосым. Бүкіл суптың ішіне 2 картошка жүрді бүйтіп. Етін іздеп бүйтіп, қайда барым ет салып бердіңдер деп қолым. Алдың кезде ет жеуге болмайды ғой. Асқазан көтермейді, сондықтан жеңіл тамақ істелінеді. Бірақ қиын дәмді болады. Қиын дәмді бар ғой. Оны босанғандар түсінеді, өзі барып жатыр. Босанғанда түсінесің деп айтамын деп шошып кеттім ғой. Сөйтіп айтқанда келген негізі ше. Босанғандар түсінеді деп ұрыс жатып алып әдебиет. Сөйтіп поварлықты бітіріп алдыңыз. Бітіріп алдым. Барып практикадан өттіңіз. Өттім. Ары қарай жалғастырмадыңыз. Бір басқа мейрамханаларда. Жоқ, ары қарай жалғастырмадым. Жоқ. Қазір сіз соны отбасыңызда дайындайсыз, тамақтар күшті қылып өлтіріп дайындайтынсыз. Жоқ. Жоқ, басыма күн туса аш қалатын адам емеспін. Кез келген нәрседен. Жалпы ауылда көбінесе енді бала кезден бәрін жасатып үйретті. Сиырды да осаудық, нанды да пісіреміз, тамақты істейміз. Құрт айран, жалпы ауылдағы балалар. Біздің кезіміз сондай кезге түсіп қалды. Өзі қиын бала үйде, қыз да, ұл да бәрін істеп. Сол кезеңнен өткеннен кейін бәрін үйрендік, білдік, білеміз қазірде. Сондықтан ашық қаламыз деп ойламаймын. Керек болса жасап жібермеймін.
Ең сүйікті жаңағы күшті дайындайтын, махаббатпен дайындайтын тамағыңыз қандай? Мен негізі андай қазір істеймін деп айтамын, негізі сиыр сауып айран ұйытып одан құрт жасаған жақсы көремін. Жақсы көремін, иә. Мазохистсіз ба? Ана бала кезде мамам сіңдіріп жібергенде құрт жаса сол сіңіп қалған ғой. Бірақ андай бала кезде жек көретін, андай тегешпен алып келеді, бір үлкен қылып, иә, көп қылып. Суға шомылуға барайыншы дейсің, жоқ, мына құрт жасапсыз, содан кейін барасың. Ол өзі де үлкен нәрсе емес қой, да? Кішкентайлап жасайсың ғой. Соң мама кетіп қалған кезде бүйтіп бір уақыт аласың да, бір қораның бір шетіне бүйтіп. Мен ондай арамдықты білмеппін, бірақ. Тез жасап жүресің. Қалдар көсе десе. Алдапсың ғой. Алдар көсе жалпы өмірден туындаған. Кешке сиырлар істенді. PlayStation'ға баруға қашқан жоқпын ғой. Мен суға түсуге барамын. Суға түсу ол денсаулыққа пайдалы. Сондықтан оның екі жағы бар. Баняны ұмытып кеттім ғой мен айтпақшы. Не ол баняға өзі түспейді ғой, немене? Ала бересің қайта қол. Бер екен. Бір баня. Жоқ, 2 аптада бір болады. 2 аптада бір баня. Жалпы баня жақсы көреді бұл аға, негізі. Сен қыздармен дегенде қоспадың ғой. Ой. Берекеңді екеуің берекеңді кетіремін мен бар ғой қазір. Аға беріңіз батам тебейін деп атайтсақтым мен Дәурен ағашы екеуін тебейін деп жүр. Ой. Мен де сиыр саудым негізі. Бәріміз саудық қой. Ұстаған моментін айт маған. Ұстайсың да, бір звук бар ғой, бір звук бар ғой. Иә, толған кезде еще звук өзгеріп бастайды ғой. Деп сонында. Мен сол шикі сүтті ішкем мен. Шикі сүтті? Кішкентай кезімде мен 8 айлығымда жалпы омыраудан шығып кеткен екем. Осы историясы қызық. Омыраудан шығып кеткен 8 айлығымда. Сөйтіп енді уже 1 жастан асқаннан кейін барып енді не береді маған, мысалы сүт жоқ, ештеңе жоқ, сөйтіп сиырдың сүтін берген екен. Соны 1 жастан асқаннан кейін өрістен сиыр келген кезде сүтті сауып жатқан жерінен шелектен мынандай бір темір кружкам бар екен, сол кружкамен барып алып ішеді екем. Мен сиырдан да ештеңеден қорықпаймын. Бірақ жаңағы ананың ішіндегі бактериядан да қорықпай тұрмын ғой, сонда сальмонелла бірдеңе дегендерден. Шикі күйінде оны не мамам пісірмейді, сонша пофигистична қараған маған алып ішкізе берген. Сөйтіп ішкем. Бұл сиырға әбден үйреніп қалғаным сол 2 жасымда ма сол сиырды бұлар сояды ғой. И сол сойған кезде бұлар жаңағы кішкентай күннен бастап бұл Жаконың мамасы, бұл Жакоға сүт береді деп үйреткен ғой. Содан кейін ана сиырды сойып көріп, мамамды өлтірдіңдер деп солай жылаған мен. Қатты травма болған сол кезде. И сосын ана көрші апа, ой, ол емес қой, сөйтіп айтпа сен. Ол кезде мен кішкентайым 3-4-тен ба сондай кезде, бірақ сондай бір оқиға болған. Шикідей сиырдың сүтін ішіп. Қазір тіпті пастерленген дей ма? Қандай ультрапастерленген сүттің өзі де дұрыстап тексерістен өтіп бересің ғой. Мамамды өлтірдіңдер деп жыладым. Кешкісін мамам тәтті екен. Бірақ сол ауыл кездегі кір нәрсенің өзі иммунитетке жақсы әсер етеді. Бәріміз шик алма жеп, кір алма жеп, топырақ жеп сөйтіп өскен балалар ауырмайтынбыз. Иммунитет жақсы. Қазір әбден таза нәрсеге үйреніп қалып сонда да ауырып қаламыз. Тым тазарып жүрген сияқты осы біздің тағамдар. Сондықтан жазауылға барайық. Барайық бейім, шынымен де ауыл сағындық. Мен де папам андай алмаларды өріктерді әкел тазалап берем дейді, микробын өлтірем деп аузына салып. Ол сізге дейін таза болды ғой бұл. Микроб қаптады ау деш. Балам. Сасып анау. Мен жалпы қызығам, мысалы Талдықорған, Үштөбе жақтарда және оңтүстікте керемет андай күшті ғой. Құнарлы топырағы, кез келген жеміс біз деген қуаңшылықты өстік қой. Картошка әрең өсетін бізде болды. Сендер арбузға таңғалатын заман. Қарбызға, иә. Бізде өзі Шолпан деген ауылда, шығыста, Үржар жақтарда ғана өсетін ол. Қалған жоқ бізде. Түгі өшпейді. Алакөлді. Иә, Алакөлді. О, Алакөлдіксіз ба? Қаңыз қалай? Деп сөйлесіп кетсек. Сол бізде Тарбағатайда, Аягөздің Тарбағатайында ондай жоқ болатын. Сондай нәрселер жоқ, бірақ бер қарай келген кезде сол Алакөл, Үржар, жаңағы нелерде сондай күшті бір жемістер әйтеуір. Сіз аға Талдықорған өзінен? Қапал деген жерден. Текелі, қапалы дейтін. Қапалы? Текелі Талдықорған кішкентай жан, біздікі ары қарай. Прям табиғаттың ортасы ма? Иә, ары қарай тауға кіріп кететін жер. Өйткені мен алдында Инстаграмнан бір кезекті бір қарындасым жаңағыдай несіне кіріп қалдым да, профиліне.
қарындас екен да бұл. кезекті қарындас. Кезекті. Кезекте тұрған қарындас. Анау кезекте тұрған қарындас. Келе ғой қарындас. Кезекші қарындас па? кезекші. Жоқ, енді әлеуметтік желіде Инстаграм интересныйға шығып қалды да. Сөйтіп жаңағы интересный екен. Интересный өзі интересный екен. Интересный. Жоқ, табиғат күшті ана Швейцария сияқты өзім сондай табиғаттарды қараймын да. Кіріп қараймын, 2-3 видеосын қараймын да. И сөйтсем, мен ойлағам бір сыртқы табиғат шығар деп сөйтсем, текелі деп жазылып тұр да. Төбесінде осындай локация. И сөйтсем, сондай керемет ауыл екен ғой. Иә, керемет. Талдықорғанның айналасын бәрі керемет. Прям айналасын бәрі тау. Сен жазда Талдықорғанға бүйтіп Алматыдан кір көргенсің бе? Талдықорған болып тұрады ғой. Білесің бе? Қалай былай? Бүйтіп өзі мынандай подиум бар да, Алматыдан келесің ғой, иә. Машинамен келесің, Талдықорған басталатын кезде бүйтіп кіресің ғой. Талдықорған ғой. Таза. Атына затсай жер ғой. Таң қалатын қалай күшті деп. Сөйтіп таң қалып қалма күшті біздің жерлер. Осы жазда бәріміз триппен барайықшы, бәрін айналып. Талдықорғанға 25 сәуір күні сыр жобасымен барамыз. Иә, біз қонаққа барамыз, иә. Осы жобамен біз жаңа бізде де кішкене гастрольдік неміз бар. Салсерлігіміз бар. Сөйтіп аралап қайтамыз деп отырмыз. Тамақты жалғастырмадыңыз, сосын актерскийға түстіңіз. Соны ойладым мен. Тамақ қарама қарсы ұқсас не бар деді. Соған келетін. Иә, соған келетін. Немесе тамақ жасайтын адамды басқа қай жерде ойнайын деген. Кинода ойнауға болады ғой деген ой келді да. Актерскийға болып кеттім. Алғашқы енді біз таныған жаңағыдай кейіпкер ол Алдаркөсе. Иә. Алғашқылардың бірі енді халыққа кеңінен танытқан сол Алдаркөсе кейіпкері. Оның алдында енді біраз кинолар болды. Клип болды, реклама болды, жарнама болды. Осы танытқан Алдаркөсе. Алдаркөсені сіз еще өзіңізде айттыңыз, сіз неге түспеу керек едіңіз болғансыз. Иә, кастингте бір досына, Жиренше деген досына шақыртқан. Пробадан өтіп, бірақ енді режиссерға ұнап қалған болу керек. Ішінде бір отты байқаған ғой. Осы бала сиыр сауа біледі ау. Ауыл не шығып тұр? Жумбай кепті. Қолы құрт-құрт. Қолы құрт-құрт. Аузы сүт ішкен ау деп. Алдаркөсеге айналдырып жіберді. Сөйтіп шыға келдік. Енді қазіргі таңда үлкен фильмге айналды. Иә, Алдаркөсе өсті. Сол жайлы. Өседі екен. Өсті, жасы үлкейді. По-крупному алды деп жатсыздар. Үлкен жобаларға шықты алдары. Жай бір қазақ үйдің иесін емес, үлкен бір театрдың арам тамақ ауданды басқарып тұрған елдерді сабасына түсіруге көшті деген сияқты. Сондай мақсатпен Алдар көше туралы үлкен метр, үлкен толық метражды метр фильм түсірдік осы жазда. Бұйырса жақында сәуірде үлкен экранға шығады. Қай числосынан бастап? 23 сәуірден бастап. Жай Алдар емес, Алдар махаббат туралы аңыз. Әдемі. Бір-біріне қарама-қарсығым бір қарасаң, Алдар және махаббат. Бірақ екеуміз біріктірдік та түсіріп жібердік. Бірақ сіздер қазіргі таңдағы промосын күшті істеп жатсыздар ғой, андай шаң басқан бір дейтін болып атып шықтыңыздар ғой, күшті. Талай шаң басқан нәрселерді алып шығамыз негізі. Алып шығамыз осы проектте, шаң басқан адамдарды, шаң басқан сөздерді, шаң басқан дәстүрлерді кішкене алып шығамыз деп ойлаймын. Иә, сәттілік бұйырса міндетті түрде көреміз. Андай тарихи кино болып шығады ғой, иә? Иә, тарихи кино, аңыз, шытырман оқиғалы драмеди. Толық комедия емес, толық драма да емес, екеуінің ортасы комедиялық элементтер мен драмасы бар, тарихи, махаббат линиясы бар, сондай. Бүкіл қандай жанр білесіздер барын ішіне тық-тық. Тарихты да, соғысты да, комедияны да, драманы да, махаббатты да бәрін араластырып, банядан өткізіп жіберіп, қатып араластырып, әдемілеп, битіп, қазір соны жасап отырмыз, кептіргеннен кейін халыққа таратамыз. Құртқып жасап атсыз ба? Қуаныштымыз, барамыз бұйырса. Жаңағы құрамда өзіңіз басты рөлде? Иә, басты рөлдің бірі десек те болады, өзім. Продюсер. Әріптес көп енді ол жерде. Жаңа кейіпкерлер бар, жаңа актерлар бар, қырғыздың актері бар, Асан Мажид бауырымыз бар, Әділ Ахметов. Өзіміз сол танитын кімге
сөзіміз өтеді, сол адамдар түсірдік десе. бірақ өте күшті құрам сияқты актерлық Иә, құрам құрам әдемі. өте күшті, жаңа бейнелер мықтылар. Өзім ризамыз, енді бізге мақұл, бізді көргіміз келген адам біздерге көмектесем осы проектке қызғам деген актерлармен түсірдік осы фильмді. Жалпы бүкіл шығармашылық топ жалпы осы проектке атсалысам, қол ұшын тигізем деген жанашырлармен шыққан проект бұл негізі. О, күшті. Енді Өзіңіз продюсерсіз. Продюсердің біріміз, бізде Алғашқы жұмысыңызда 3-4 продюсер бар, осы үлкен жоба болғаннан кейін сол продюсердің бірі Әділ Ахметов. Менің әріптесім, дос бауырым, продюсер. Нұрболсын Құлбатыр және Наурызбек атты осы. Көп енді ары қарай атқарушы продюсер бар, креативті продюсер бар. Продюсер көп бұл проектте. Не көп продюсер көп деймін. Қиындау кішкене, сондықтан жан-жақты атсалысып жатырмыз. Мен енді сіздің бірнеше спектакльдер осыдан 1-2 жыл бұрын әйел адамның кейіпкер әйел адамның рөлін сомдадыңыз. Жалпы одан кейін осы міне Алдар көсе фильмінің жаңадан шығатын фильмнің промо роликтерінде, маркетингтің ішінде барлығында өзіңіз барсыз. Одан бөлек осы фильмде продюсермін дедіңіз. Көбіне жалпы фильмдерде, сондай қойылымдарда өзіңіз режиссерлық нетіп жасап, режиссировать етіп, сценарийін өзіңіз реттеп барлығын сөйтеді екенсіз. Менде сұрақ, сіз эгоистпін деген. Өнерде эгоистпін. Бұның себебі неде? Сіз басқа адамдар сіз сияқты істей алмауында ма, немесе қаржының жетіспеуінде ме? Әлде сенбейсіз бе? Әлде бүйтіп сұрақ. Жоқ, ол енді өзім көрінген жерге бас тыққан ләззат аламын десең. Трец. Дайындалыңдар. Өнердің кез келген саласына. Енді қолдан келсе өзімен тым жарасып тұр есім. Тым қатты жарасып. Пысық емеспін, бірақ білмеймін, өзіме ұнайды енді. Өз сондай ана жерге де атсалысып, мына жерге де атсалысып, жан-жақтан кейде болады, иә, мүмкін менен басқа адам бұны жасай алмайды ау деген ойларда келеді кейде. Сондықтан да болар. Бірақ өзіме ұнаған нәрселерді, жалпы өзіме қиындатқанды өмірде жақсы көремін, өзіме. Жалпы қиын мақсат қойып, иә. Дұрыс, мен кезінде де бір интервью бергенде айтқам, өнердің мазохистімін. Өзімді қинағанды өте қатты жақсы көремін. Қиынның дәмі де тәтті болады ғой, сондықтан қинап. Негізі проектте тек қана продюсеріміз бәрі қызмет атқардық. Шопырда болдым, өйткені алып кетіп, қай жерде не бос, сол жерге, бүкіл жерге басымызды тықтық енді шамамыз келгенше. Бос отырғыңыз да келмей ма сонда? Барлығын пайдаңыз тисе ме? Отырмаймын енді. Энергияны айтпақшы, айтыңыз. бәріміз кетеміз, сол бар кезімізде пайдаланып қалу керек, өзің бойындағы нәрселерді шығарып. Ертең өкінбейтіндей өмір сүру керек деген қағида бар ғой. Ертең былай қарайтындай артына қараған кезде жақсы болсын, жаман болсын, әйтеуір мен істедім ғой, мынауын болса да бір істеп көрдім ғой деген өзің кейін артына қарап, ләззатпен қарайтындай тірлік істегім келеді, сондықтан атсалып жатқан. Театрда да режиссер ретінде өз-өзіме спектакль қоям. Өзімді басты рөл қылдырып қоям. Сол өз-өзіме қоям, солай моноспектакль қоям. Өз-өзіңізге ұрсасыз. Өз-өзіме жұмыс істеймін, өз-өзіме кумирім, өз-өзімен кетіп қалған адаммын. Өз-өзіңізге айлық бермей қойса. Өз-өзіңізге айлық бермей, ондай мына беріп мына жақпен аламын дегенше. Режиссер болып, актер болып. Өз-өзіме жұмыс істеп, өзімді қинаған жақсы көремін. Сіз енді осының барлығына атсалысып жүріп, отбасыңызға уақыт таба аласыз ба? Тым көп жұмыс жасайтын сияқты. Оларды қинап жүрміз. Өмірде былай ғой, бір нәрсеге қол тимеген адам еш нәрсеге қол тимейді да. Ал үлгерем деген адам бәріне үлгереді. Тағы да үлгереді, тағы да гольфті қосып алуға болады. Волейболдың Мынау саған арналған. Екі отбасыға да үлгеруге болады. Шатасып кетсе. Керісінше ақыл айтып отырсың. 16 сағат деген тиімді пайдалансаң өте күшті уақыт қой. Мә аға, бұл сөзіңіз мына кісіге айту керек. Үлгермеймін деген адам қалай дедіңіз жаңа біріншісінде? Енді бір нәрсеге үлгермеймін деген адам ол еш нәрсеге үлгермейді, әне. Сондықтан бәріне уақыт табу керек. Өзіңе де, қыдыруға да, отбасыңа да, достарыңа да. Мен наоборот осы керісінше осы неге жатам ғой, концепцияға жатам ғой. Жоқ, мен андай мысалы жаңа андай сұрақ бұрындары біз талқылаушы едік қой, жігіт жоқ болып кетеді, үлгермей жатырмын, жұмыс анау мынау дейді, жоқ болып кетеді дейтін әңгіме.
Онда болды енді өзің сөйтіп айтып бүкіл отырсаң болды ғой. жігіттің артына шейін оның бәрі қыздар. жоқ кейде уақыт болмайды бірақ сен уақыт болмайтын адамыңды дайындауың керексің да менде уақыт болмайды деп Алдын ала, сонда иә, ол ескерту. ойламайды да немесе сен 1 сағат уақытыңды 1 апта өткізгендей бүкіл 1 апталық энергияңды уақытыңды ләззатыңды беріп тастауың керек та сол 1 сағаттың ішінде Иә, жоқ болып кетпей одан кейін бір аптадан кейін уақыт болмады демей. балаңмен күліп ойнасаң да 1 апталық күлкімен күлуің керексің сол ләззат қалдырып кететіндей 1 апталық ертең әйелің айтқан кезде ей мен кеше сенімен 1 апта отырған жоқпын ба деп. Миын ашты ба? болды шаршадың Бұл ба? саған 1 сағат шығар. Мен саған 1 апталық энергияны беріп кеттім. Менің календарым басқа, мен майя тайпасымен жүремін. Біз алдарлар сондаймен жүреміз. Біздің сағат басқа деп. Прям андай көрініп тұр да, сөйлегеніңізден де бұл асығыс, былай жаңағыдай барлығын Сізден кейін басқа не үлгеру керек па? Түнде де бара береміз. пия деген бағдарламаға кетеміз. Күшті. жоқ ақыр шақырғаннан кейін айтып тастағым келіп тұр да ертең тағы 2-ші рет келмейтіндей Ақыры мен 2-ші рет келмеймін волейболдан шыға алмай қаламын көп не бере бермейсіз сұхбат, иә, көп жерлерде иә негізі шақырмай ма или? Мен Дәурен ағаны шақырмаса білмеймін. жоқ шақырады Астанадан қатынау қиын, иә, уақыт алатын. қатынау қиын емес жалпы өзім Таңдайсыз ба? Ұнатпайсыз ба? ұнатпаймын Неғып келіп отырсыз? амал жоқтан сен бір енді білмеймін бір ойлаймын бір ренжісі бойынша. 60-70-ке алла берсе ғұмыр берсе сол кезде енді келіп бөлісуге болады ау қазір енді кімге ақыл айтасың бәрі сенен ақылды содан кейін бір нәрсені сенен ақыл дейді күшті ғой. жоқ қазір бәрі сыншы бәрі ақылшы ғой бір нәрсені қайта мезі бола бергім келмейді мүмкін тәрбиеміз солай шығар театральда негізі солай оқытады ғой жылтыңдай бермеңдер деп жылдағымыз келеді сол сіңіп қалған ғой бізде сол театрда да жүргеніміз сол ғой бір 500 көрерменге ойнаймыз да сол бізге ләззат береді Өздеріңіздің бір нелеріңіз бар, сол жалпы телевидение деп жамандамай ақ қояйын жоқ маған кішкене менің толқыным емес десем қалай бола ма Емін-еркін ашыла алмайсыз ба? жоқ ашыла аламын мысалы сізге театр больше. мысалы сізге ночной клуб мүмкін ұнамайды мүмкін той ұнайды ол сіздің толқының емес дұрыс па сол сияқты да толқын емес менің комфортым емес деген сияқты Сіз сонда телевидение ночной клуб депсіз ба деп? Салыстырамай, сонымен салыстырамай өтші. Мысалды алды келтіре алмай, мысалы. Осы мысалдан кетші сен бүгін. Әдемілеп. бір барғаным маған жетеді да бір 2-3 айға бір телевидениеға барғаным маған жетеді өзім шаршамайтын нәрсем бар ол театр ол шаршамаймын сол жерде болған жақсы кинодан да тез шаршаймын мысалы бір ай түсем маған жетеді деген сияқты Рөлдерді қалай таңдайсыз? Рөлдерді қалай таңдайсыз? Мен мысалы сіз түскен маған ұнады, кімге қалай білмеймін, біз екеуміз фильмін көрген болатын. Сіздің рөліңіз маған өте қатты ұнады. Сен көргенсің ба? Ауысатын бәрі көрдік қой. Иә. қалай таңданда Сулейфа оқимын бұрын енді жас кезде әйгілі болмай тұрған кезде таңдамайтынбыз ғой ол кезде актерлар бәрі не болса да түсе беремін болды рөл болса болды ал қазір енді бір беделге жеткеннен кейін таңдайсың сценарийді оқисың жалпы сценарийдің халыққа берері бар ма керек дүние ма екіншіден бұл роль қаншалықты маған қызық қаншалықты маған қиын қаншалықты маған берері бар ол рөлдің сол екі қағида дұрыс болса онда келісіп жұмыс істеуге болады яғни сіз белгілі бір гонорарға ондайға тәуелді емессіз, иә? Былай ғой мысалы кинода енді осы жарайды сол жаңағы сценарий мен ролің бір жаңа жол жаңа гонорар екінші жол 100% сені қанағаттандыру керек бұл жоба 50% сценарий 50% ақшасы дейік егер 70% сценарий қызық болса онда сен 30% ақшаға да түсе аласың сондай егер сценарий 30 болса онда аса қызық емес онда ең құрмаса ақшалық ләззат көп болсын деген сондай қағида ұстанылады ғой ақшалық ләззат денежный кайф па денежный удовольствие собачий кайф ол енді ақшаны соңынан қуып кету емес жалпы өзіңнің еңбегімен өзің сүйікті ісіңмен тапқан ақшаның ләззаты басқа ғой бәрібір сондықтан айтып тұрғаным кейбір жобалар болды маған 100% мына жоба керек мына роль керек ақшасы тиын мен түсемін өйткені ол маған керек маған менің өсуіме керек нәрсе атап айта аласыз ба ол қандай бір жоқ десең нем бар ол енді жоқ оны айтпай ақ қояйын ойлап қалады бейшара проекттері деп біреудің құлағына не болып кетуі мүмкін жалпы кез келген актерда солай деп ойлаймын енді
брат или бракта қандай күшті. Иә, онда да өте керемет. Иә, үшеуін. Ойбай, қалдырмадық қой. Біріншісі екіншісі ұнады, үшіншісі сәл нетпей. Сіздің анау бір кесіп тастайсың. сахнада күшті тикток билейтін Сыңғырлай кейіпкеріңіз алмайды. қалай аталады сол Қалғадам қойылым? еще. Пранк махаббат. Пранк махаббат. Мен соны таки көре алмадым. Пранк махаббат сіздің бірақ үзінділеріңізді тиктоктан өте көп көрдім. Көргісі деп. Үлгерем дейтін адам деңізші, бәрін Ол үлгереді да деңізші. спектакль режиссері мен басты рөлде мен, көрдіңіз ба? Сіз Түркістанда оңтүстікке қойған жоқсыздар ма? Алматыға келмедіңіздер осы. Алматыға келді, қойды. Түркістанға мен режиссер ретінде Көп келіндер болдыңыздар көтерілсін қойған. Келіндер көтерілісінде жүрдіңіз, еще пранк махаббат. Екеуі екі бөлек. Екеуі екі бөлек дүние, иә, Иә. екі бөлек. Сол екеуінен де көрдім де мен мә қалай күшті деп ойладым. Андай жалпы осы біз екеуміз пранк махаббат, келіндер көтерілісі үшеуінен қарай отырып, білмеймін, андай керемет бір жанын салып, әйел кейіпкерді ойнаған адамды көрмеппін мен олай. Біз екеуміз фильм сол отрывоктан туындаған, отрывокты көріп, мен әйел образын сомдағанды көріп, осы туралы кино түсірейік деп ұсыныс тастады, жазылды сценарий. Сіз бағана айттыңыз ғой, жаңа құндылығы сай келсе, берері бар болса деп. Сонда осы образдар сізге құндылығы Мигель дейтін. Маған қызық персонаж да. Сол жағынан Сіз қызық. өзіңізді әртүрлі жақтан көріңіз. Бірақ оны ойландым мен. Таиландта хит бір ай болсын. ойлап уайымдаған шығармын ол рөлді, өйткені театрда бөлек енді, онда кішкене оправданность деген бар. Ал мына жерде бүкіл миллиондаған халықтың көз алдына шығу, қорқыныш, кішкене біздің халықтың өз менталитеті бар, өнерді түсінбеу бар. Бірақ артисте андай тұрады да бір іштей. Бір құрт жүреді ғой енді біздің бойымызда. Бір құрт неге көрмеске, ал көрсем қайтеді ал деп. Андай бір қарсылық, тағдырға қарсы бір құртың ойнап тұрады. Шетелдіктер мықтылар сондай рөл сомдағанда неге емес сомдамасқа деген, сол екі жақ бүйтіп күресіп отырған кезде әйтеуір біреу жеңеді, сон әйтеуір уайымдап келісесің. Мысалы енді жаңа образ ауыстырған кезде, жаңағыдай қарама-қарсы өкіл ойнаған кезде, сол жақтан енді сіндіресіз ғой, характерін зерттейсіз, табиғатын зерттейсіз, и сол кинодан кейін қалып кетпей ма? Гармондар, женский. Қалды кейде анау. Кейде қош жүрмейсіз ба? Ай деп. Әйелердің іш киім бутигінен өтіп барам да. Күшті киім екен, плачам. Жалпы енді театрда мен негізі жастарға спектакль қойдым да, басқа біреуге осы рөлді ұсындым. Жаңа әйелдің рөлін, өзім режиссер болдым да. Бірақ бір апта қалғанда ол актер театрдан шығып кетті да. Мен адам таба алмай қалдым да, кім кіргізетін. Амал жоқ. Дәурен деп өзімнен басқа лайықты адам таппадым да. Сөйтіп амал жоқ, бір аптада көптеген текст жаттап, спектакльді алып шығу керек болды, өйткені премьердің уақыты белгілі болды. Содан кейін өзім ойнайын дедім. Сосын маған болды, ойнаймын, жақсы болады бәрі. Жаңа әйелдің киімін әкеп береді ғой. Ана әйелдің киімін қараймын да, жаным айни бастайды. Жүрегі айныған деген бар, бірақ жан айныған деген басқа да. Ішің бұлай алай-дүлей, миың анау бір неприятный сезім болады да, андай жаныңның құсқысы келетін ощущение болды. Уже құсқым келіп отыр сіз айтқаннан деп айтқан. Ана колгот киін көрдім. Неғып менің киімдерім ондай деп. Ана сырттан қарасаң оп-оңай тәрізді, саған әкеп қазір киш десе, кішкене біртүрлі жаман болып қаласың. Күрес басталады. Бірақ амал жоқ енді, халықтың адамы болғаннан кейін билет алып қойды. Ақырындап кидім. Сөйтіп айды кіріскеді. Қазір ғой ол базарға барасында капрон маған XL капучино. Қазір үйреніп кетті да. И киноға кішкене сол театр болмаса мен киноға өйтіп келмес педім. Театрда кішкене етім үйреніп алғаннан кейін киноға кішкене жеңілдеу болды. Өздеріңіз сындырасыздар. Білдім, оның артынан хайпы да жаман болады, теріс жазатын пікірлер де болады, әлі де жазады. Әсіресе жігіттер қауымы түсінбей жазып жатқан. Бірақ енді өнер болғаннан кейін мен оған дайын болдым, өзімді дайындадым. Ертең сен бәрі жаман да кетуі мүмкін, бірақ неге көрмеске? Кезінде бекер сиыр саудық па? Қолымыз күс-күс болды. Негатив болатындай. Как будто сізге жарасатын. Рахмет. Вот Асан Мәжит ойнаса. Хейт оправданный. Хейт оправданный, как будто. Сізге сонда үйлесімді ма? Көрермен әртүрлі ғой, пікірді әртүрлі. 20 миллион қазақ, 20 түрлі талғам, 20 түрлі пікір. Ол болу заңдылықта, олай болады да. Дұрыс нәрсе істесек те біз бәрібір кейде хейт алып жатамыз ғой. Ең ақмақ ниет қандай дейді? Ең ақмақ ниет
бәріне ұнау ниеті дейді. Ол мүмкін емес. Бәріне ұнау, бәріне жағу. Сон 60%-ына жақсаң, ол кішкене пайдасы бар деген сөз. Күлпашқа ешкім хит жазбайды ше? Айтпашы, Ол өйткені хейт жасаған күні ары қарай дәлелдеп сыңдырып жіберді да. Егер ол сынып қалып артқа кетсе, ол жауап қалатын еді. Өнерде сол да, жоқ, мен ары қарай дәлелдеймін, халықтың көзін үйретем. Сол табандылық өнерде керек нәрсе де. Халықты үйретті, қазір ешкім оны қабылдады, ол өнер деп қабылдады. Ешкім хейт айтпайды. Осындай кейіпкер, ол өмір емес қой оның, ол өнері. Сондықтан бір нәрсе. Ол кісі наоборот басқа андай еркектің несінде көрсең қабылдамайсың ба? Иә, негізі мүлдем қабылдау қиын, әбден көз үйреніп қалған. Еще қасындағы каталог ол кісінің өзінің әйелі ғой. Жоқ, театрда, олардың театрында рөлдері кәдімгідей бар. Ақсақалды да ойнайды, анау сияқты негреет та бір андай. Ана бір народный болып кеткен ғой, бала күннен көрген. Келинка, Сабинка, Жизухадағы Айжамал. Первопроходецтер солар ғой не? Кейінгі келген нәрсе. Айжамалмен мақсатпен араласамыз ғой Макспен. Басында ыңғайсыз ғой. Киім бар жерде дос болып кеткен, басына қабылдай алмадым мен. Бірақ енді ол тек роль екенін түсінуіміз керек. Қабылдай алмайды. Бірақ кішкене не түсінесің әйелдің жанын ба, бір каблук киген кезде 2 сағат каблукпен жүрем да, билеймін оны, тикток билеймін, жаңағы балтырлар бүйтіп қатқып алады да, бүйтіп балтырлар. Соның кейбір нәрсесін жақынырақ танисың әйел затын деп әйел қауымның. Ондай кезде сіз өзіңіздің келіншегіңізден сұрайсыз ба, былай бір нелерін, моменттерін сізге түсіндіріп айтып жүре ма? Жоқ, мен сұрамаймын, мен көріп алып аламын ғой, мен бәрін өмірде толып отырмын айналамызда. Сол жақтан ала салам ғой. Ала салам. Актер жалпы ала береді ғой, көрінген жерден ала салады. Мен өткенде естідім, сіздерге андай тапсырма қойылады екен, оқып жүрген кезде әр адамды зерттеп отырыңдар, қараңдар, жаңағы қылықтары бірден сынап қалса или осыны пайдалануға болады екен деп зерттеп отырасыздар, аналитика жасап отырады, анализ жасап отырады. Адамнан басталмайды, заттан басталады. Заттан да. Вот мына орындықты көрсет дейді сен. Сол этюд, сол қызық, шынымен де барған кезде там экзамен үтік бол дейтіндер. Иә, кез келген қиындығы сол да, сен жансыз жатқа жан бітіре алсаң, кейін жанды нәрсені саған сомда ойнау. Үтік қалай болады? Үтік қалай болады? Үтік қандай болады? Ол сен кеп тұрман оқуға. Үтік еще су шашады үтік. Иә. Сен басында ұйықтап отыр, үтік жай барқа демалып отыр ол. Бір кезде келді. Келді да артыңда шнурың бар. Киім жайды. Киімге қарайсың. Қандай киім? Қандай киім тұр? Ақ киім, футболка. Ақ киім ұнай ма? Ұнайды. Ұнайды. Үтікке қалай ұнайды ол? Үтікке ұнайды ғой. Үтікке ұнау керек бол? Оның мақсаты не? Үтіктеу. Үтіктеу. Саған өмір сүру ұнай ма? Өйткені сенің мақсатың өмір сүру. Оның мақсаты не? Үтіктеу. Ол оның сүйікті ісі, жаным. Ол ләззаттанып үтіктейді. Ләззаттанып. Әйелдің ол әйелдің ақ көйлегі ғой. Суды әдемі шашады бүйтіп. Духи шашып атқандай. Әдемі су духи шашып атқандай. Жоқ. Су ішпеші. Образно деген нәрсе бар театрда. Образно. Образно ма? Жеріне. Ана жағасына кішкене шашып жібер жағасына. Енді әдемілеп жібердің ба? Вот, көйлекті алып тастадың. Не, акула болыпсың? Дамбал келді саған. Дамбал. Өзгересің ба? Өзгерем. Өзгерем. Үтіктегің келмей ма? Суыр. Өшір. Бірақ сені адамдар қинап жатыр. Жоқ, женский іш киім. Мен сонда үйге барып үтіктен рұқсат үтіктегің келем онда? Үтіктегің келеді ғой. Үтігім. Жата қалып үтіктеймін десе. Женский киім болса қалай үтіктер едің, ә? Кешіріп жіберем десе. Өртеп. Міне бір үтіктен қандай өмірбаян шығаруға болады. Ема осылай ма сонда? Бас солай ғой. Енді зат тірілттің, кейін жануарға көшесің сен. Жануардан кейін барып сен адамға көшесің. Осындай үлкен процесстен өткеннен кейін сен ертең кез келген образыңды шемішкедей шағып түкіре бересің ғой. Кеше кім Коко Джамбо, өнер аранадағы Джамболат ағамыз, ол да оқыған ғой. И бір оқиғасын айтып берді да. Жаңа барлық бір қыз оқуға түседі деп ойладым ғой, барлық тапсырған.
и бір қыз активный болып жүрген ғой, барлығын сен түсесің ғой, бірдеңке сөйт деп, и барлығымыз ойладық мына қыз ашық шустрый оқуға түседі деп. И сөйтіп экзаменге кірген, и барып бүйтіп отырған ғой, бүйтіп отыр, тізерлеп отырғанда бүйтіп 2 минут отырған дейді, өзінің айтып беруінше 2 минут отырып экзаменге болдым деп тұрған. Сосын барып не көрсеттің десе тас деп айтады. Не прикол? Не прикол мынау? Енді әркім әлемді әртүрлі түсінеді ғой. Сен де жаңа точно үтікті өзіңше басқалай көрсің. Оның түсінген сол тас қатықпаған сондай деп ойлайды ол. Универ ма точно, ну? Колледж, оқу орны ма? Біз енді сәл жындыған емес па? Диплом алып шығасыздар ма, енді қағаз алып шығасыздар ма деші? Диагнозы бар. Жоқ, биледі. Сен бүгін дипломды көрсет дейді. Болды, сол сенікі. Қала берсін өзі. Міне, осы сенікі, иә, шынымен. Жоқ, осындай біз естіп жатамыз ғой, достарымыздан. Сол рас екеніне сенгіміз келмейді, андай бір абсурд қой. Бірақ шынымен де болып жатады. Шынымен де болып жатыр, сондай қиыншылықтар. Ең абсурдный ойнаған нәрсеңіз қандай? Или көрсеткен осы экзамен кезінде, оқу студент кезіңізде? Көп қой енді, ойбай, біздің бірінші курс түгел этюд жасаумен өтеді. Жарты жылың осылай жануарларды көрсетесің. Мен қорқау қасқыр шакал деймін, коронкам шакалды көрсеткем. Ең бір есте қалған этюд ол игровой автоматты көрсеткем. Игровой автомат? Игровой автомат. Ақша салатын, соны көрсеткем. Қазір көре аламыз ба? Еске түсіріп көрейін енді. Давай. Ол сөйлей ма? Түсіндіріп кетейік. Сөзді екінші курста береді. 1 жыл бойы сіздер сөйлемейсіздер. Жүрекпен сөйлеу керек, көзбен сөйлеу керек. Асық қимылмен. Иә, соң кейін екінші курстан бастап саған жоқ деген сөзді қосады, иә деген. Бүйтіп 4 жыл бойы ақырындап. Мен сізге ақша салайын ба ішіне? Сізге ақша? Иә, болады. Келбе. Өтіп бара жатса сен, банкомат сені келдім шақыру керек қой. Иә, сені қызықтыру керек. Иә, сен кетіп Сізге барасың. микрофон керек па? Былай қой. Жоқ, былай ал. Әне, сен ананы ал. Соған қызғам. Микрофонды ал. Отылдым. Қадалдың. Лоқ болып қалғансың ба? Орнымнан тұрып. 10.000 теңге деп сабедің ғой. Өзімше 10.000 теңге. 100 000 теңге салсам, мүмкін саған тағы ойнасын деп мен сені ұтқызатын едім саған. 200 беретін едім. Сен бірден 10 000 саған салдың. Гала? Еще бұл автоматтың хозяйны мен ғой. Ойнап қой, артында ойлайтын ешкім жоқ, 10 000 сала салдың. Иә, сол. Мен осындай қызықжан тас, өтік, игровой автомат мәндай. Бір барып көргім келеді, бір экзамен болғанда айтыңызшы маған барып қарап. Угорать етіп отыратын ше. Өзім, мына осындай примерно деп өзім. Ондай қызықтар көбінесе абитуриент кезде болады ғой, өйткені жан-жақтан осындай өзің сияқты білмейтін адамдар келеді. Шығарады, тағы көрсет дейді. Біреу жаңағы ауылда стендапқа тойып алған, біреу КВН-ға тойып алған, сол тойып алған өнерін көрсетеді ғой ана жерде. Кішкене түсінбей көрсетеді. Біреу сіз аппаратқа тойып алдыңыз. Иә. Мен құртқа тойып алдым. Қадалып. Сөйтіп неше түрлі көрсетеді. Біреу индийский кино көрсетеді. Ұстаздарға күлкінішті ғой енді. Бірақ түр білдірмейді. Иә, дейстейді. Ит ойнап жатасың. Бір рет болған бізде анау Маманбай Серкенов ағамыз грипп болып ауыр жүрді. Мына жеріне чесноктар тағып алған. Сон бір курстасым итті ойнады. Не біле, сектасыздар ма? Жоқ, тұмау кезінде ана кісі чеснок тағып алған ғой ана жеріне. Қазір білмейсіңдер ғой ондай приемды. Киндерге салып алатын еді, мысалы, киндер. Көтеңе тұрсын ба? Көтен несі? Ондай жоқ беді? Сен салдың ба? Ондай жоқ беді? Сұрап адырмыз. Маза кетсен ау.
мазохист сен ау. бұрында көп тәтті жеген кезде жыбырлайды ғой көтен. Сол кезде кішкене кезде мама кішкентайлардың көтеніне чеснок тығып қойды. Кішкентайлардың емес, маған да тіке айта берсе, ол не жасыратын несі бар? Бір досым бар. Бір досымда болған. Көтеніне мамасы. Чеснокты И ашып. соны салғаннан кейін көрген жоқпыз да. Сразу жүгіріп Былай үшін құрттар өледі, типа паразиттер. Соң кейін итті көрсетіп атпай ма, арылдап, соң ана кісі тұрады да, мына жерінде чеснокты алып лақтырып жібереді ғой. Сол импровизация, анау арылдап анау. Енді көрмейді ғой, көріп анау бір нәрсе ұшып келді сап-сары, аузына салып жеп шайнап жібереді ғой ана чеснокты. Деп та түр бермей жартысын жеп қояды да, қалған түкіріп сөйтіп кетіп қалады да. Бірақ міне мықты импровизация деген осындай екен деп. Сондай ойнап шықты деп. Ойнайды ол. Ой, аға қойыңыз деп тұрып кетуге болмайды. Аға не мына? Не аға? Ондай жоқ па? Ондайға келіскен жоқпыз ғой сіздер. Мен шикі сүт ішіп өскенмін, ондай жеген жоқ па. Салсаңыз артыма салыңыз деп. Досым ба? Көтендер көтеріліп тұрады. Ол кезде сен ашыған жоқ па? Мен әлі ойымда кетіп тұрмын. Досымдан сұрап көрейін. Ауыстырайын ба? Досым? Помнишь ты? Кешен алдында. Салып еді ғой деп. Қазір ол еш қиналмайтын шығар, KFC не жесе де. Уверена мы. KFC-ден мына кісі. Иә, зардабын шегетіндер. Былайыққа бірайық. Жоқ бар ғой, негізі. Мен өзім KFC жақсы көрем. Өте қатты жақсы көрем да. Екейді арасында жейміз ғой сол кезде. Жоқ, Жансай, сен донер набаян жақсы көресің? Донер набая бірінші кезекте жақсы көрем. Әрине. Донерден донер набая. Одан кейін арасында болып қалады енді. 10-шы орында KFC. 19. 19. Сол кезде заказ береміз ғой, соны Дидар қызығып жейді ананы бірге отырып алып. Мен айтамын, жеме, қазір сен жылайсың, жеме. Жоқ дейді да, просто аппетитный болып тұр анау мынау дейді да. Содан жегеннен кейін бұл өзі сразу кетеді. Мен де білемін оны, ұзағынан кетеді негізі. И содан андай ғой, қиналып шығып. Енді жегізбеші маған. Мен бір аузына салып отқандай. Жаман қиналады. Сен қиналмайсың. Өйткені шикі сүт өсін. Әрине аға. Күйеуіңді аямайсың ба сонда? Ой, мен жегізіп аузына тықпын ба? Муж и жена бір сатана емес па? Бір сатана, рахмет. Сен осы қазақшаң қалай? Орысшаң қалай де? Чесноктай десең. Сарымсақ. Мая қызық. Сарымсақ деп айтамыз негізі пиязды. Біз жақ. Біз чеснокты сарымсақ. Біз чеснок дейміз. Қай жақ біз жақ? Біз шығыс аягөз. Пиязды сарымсақ дейміз. Чеснок дей береміз. Пиязды не дейсіздер? Пияз дейсіздер? Пияз сарымсақ дейміз. Сарымсақ дейсіздер ма тоже? Пияз қайда қалды сонда? Пияз жоқ ол. Пияз. Сендер пияз қайда жібердіңдер? Пияз не үшін шығарды сөзді? Қаладан келгені пияз да? Ауылда өсіп жатқаны сарымсақ. Мен бір прикол айтайын. Біз қарбызды қауын дейміз. Отым емайсың ма? Жындыздармасыңдар. Қалай ол? Қауынды діңке дейміз. Пожалуйстаңыз. Дыняны діңке дейміз. Қарбыз. Қауын. Қауыныш. Діңке. Қарбыз деген сөз жоқ есі? Қарбыз деген сөз жоқ бізде. Өзіміз сондай тайпамыз. Әңгелек. Әңгелек деген жоқ бізде, бәрі діңке. Бәрі діңке ма? Бәрі діңке. Сары не бар? Діңке, апельсин өзі діңке болуы мүмкін. Сәл үлкен болса діңке ма? Бәрі діңке, қарбыз қауын біз сондай. Бірақ Талдықорған жақпен біздің диалектілеріміз ұқсайды. Мысалы, кілегей деген нәрсе сіздерде де бар ғой. Кілегей сен білесің ма? Кілегей не екен? Кілегей дейтін клей ғой. Клей? Я обойный клей. Кілегей дейтін. Анау сепарацияның басындағы ма? Сепарация? Мамаңнан сепарация жаса сен. Сиырдан сепарация жасай ғой сен. Қалай еді анау? Сепаратор. Сепаратор. Сол басындағы ғой. Сүт машинадан. Жоқ, наоборот, аяғында шығатыны. Енді бас жағындағы сен. Сүттен шығады. Ол басында сүт ол. Қаймақ қой. Жоқ, қаймақ ол бетіндегі. Қоюлауы ғой. Сұйықтауы клейге шығады да бірінші. Бұрын соны оборот дейтінбіз. Оборот емес қой, оборот қой. Оборот па неме дейтін? Обрат дейді ма? Обратный сүт дейді ма? Жоқ, көк сүтті обрат дейді. Мұнаны клегей дейді. Обрат дейді екен, мен соны оборот дейді. Жоқ, бізде ауылда оборот дейтін, е? Обрат. Обрат екен, біз қателеспіз. Көп нәрседен қателеспіз. Бізде айбат деген сөз болады, қазір айтпай жүрмін. Иә, айбат. Мұнда келсем ешкім айтпайды екен, өзім жалғыз. Айбат. Қиын тәтті, жаман жақсы көремін деп айтамыз. Айбат.
итше дәмді ғой. Сіздер жақта айта ма соны? Оны Кореяда айтады, итше дәмді ғой. Итше демді. Бірақ көз жағына ұқсайды. Клейги дейтін қаймақ емес. Клейги жоқ, қаймақ деген ол сүттің бетіндегі. Клейги деген сливки ғой. Сливки. Бірақ оның Қаймақ деген қою сметана. Біз мысалы қазір домашняя сметана, үйдің қаймағы дейді, бірақ ол клейги емес қой. Мен бір жерге барған кезде сливки деп сұраймын. Сливки десем сұйығын береді ана. Кәдімгі сливкилар ғой, тамақ қосатын пастаға. Жоқ, бұндай емес десем, онда сен қаймақ сұрап тұрсың дейді. Жоқ, бұл бұндай қышқыл емес деймін. Не сұрап тұрсың сен дейді. Клейги деймін, таппайды ешкім. Сондай жоқ. Діңке дейтін қызық екен. Анаге гүн үнке дейтін бар еді. Нәна діңке. Онке? Үңгір үнке депсіз. Иә. Ой, өмір-ай, бір қазақпыз әйтпесе, бәріміз. Иә. Әрі бөлінбей құрсын. Маған бірақ жаңағы нелер қызық болды. Әр нәрсені зерттеп, затты жансыз нәрсеге жан бітіру дейтін. Шынымен өнер адамы. Қияли адамдар ғой. Шығармашыл адамдар. Қияли деп айтқан ренж көңілге тиемі, көңілге тиемі? Мен кімге ештеңе үшін ренжімеймін. Өнер адамдарында ренжім осы сөзге қияли есімдер деген. Білмеймін, ренжитіндері бар шығар. Жоқ, мен негізгі қаруым қиял. Қаруым қиял. Өйткені қиял болмаса қалай актер? Бәрі қиялдан шығады, образдарың, сенің режиссура деген қиял, композитор деген нотаның әртүрлі араластырып қиялдаумен жасайтын нәрсе. Сондықтан қиял деген өнердің бірінші инструменттердің бірі. Базасы деп айтса да болады. Базасы емес. Құралы. Жоқ енді. Сондықтан қияли десе комплимент мен үшін. Керісінше иә дейсіз онда, иә? Мен демек сеп жатқан нәрсем көрініп тұр деген. Иә, осы қиялыңызда, осы өнер жолыңызда, осы қиялыңызда қандай бір рөлі бар, который сомдағыңыз келетін, өзін қиялдап жүрген, ай, осыған қашан жетемін деген секілді. Осындай ұсыныс түссе екен, или өзім әйел болды, енді жоқ, үтік болды. Мен негізі өзім армандаған рөлдерім Алла шүкір алдынан келе береді. Өзім бұрын мысалы бір әскери киімге түссем десем, бір жылдан кейін әскери киімге шақырту керек, киноға киім киіп. Жаңағы осы егізді сомдап қойса қалай болады деймін да, бір жылдан кейін егізді ойнайсың ба деп сондай ұсыныстар келеді. Сол әйелде болды бір жерінде, әйелді сомдайды, өйткені шетелдің Голливудтарының шығып жатты да. Бізде қалай болады екен деп. Сондықтан ойлаған нәрсенім Алла шүкір әлі ойнап келе жатыр. Енді біз армандаған емес, жалпы актер өзі мен әлі сомдап көрмеген, әлі ойнай алмаған, мен үшін қиын рөлдерді армандаймын. Психологиялық жағынан тереңдеу, нақты осы кейіпкерді деп айта алмаймын. Остров проклятых сияқты. Мүмкін жанрға бөлінбейді ғой рөлдің қиындығы. Комедияның қиын рөлдері болады, трагедияның драманың триллердің. Сондықтан мен үшін әлі қиын зерттеуге тұрарлықтай рөл армандаймын. Барлық актер солай. Бана егіз болған бір түрмеден шығатын бір киноны атқандай еді. Брат или брак. Сол үшіншісі ғой, который маған ұнамаған, саған ұнамаған, сол егіз. Бірақ сол екінші антагонист болдыңыз ғой, ауыстыңыз ғой. Переход қатты, кстати, респект, прям сеніп қалдық қой, екінші егізіңізге. И сізден ешқандай бұзақы образ елестете алмаймыз ғой енді. Всегда андай обаятельный неудачникті көріп қойғаннан кейін всегда. Негізі ондай бар. Термин бар. Драматургияда бар. Персонаждардың аттары бар, кейіпкерлердің осылай антагонист, андай. Сегіз мінездеме. Иә, сосын обаятельный неудачникті көріп қойғаннан кейін андай сондай рөлді қабылдай алмады, қалай болады екен бірақ соны қатты атын шыққан кездегі прям переход сол кезде бас идік қой, сендіріп тастады сразу секундтан бастап. Сол үшін братан респект көп. Бірақ сіз шынымен андай аттарын күшті тапқан, обаятельный неудачник деген андай жараса қалған келе қалды. Обаятельный неудачник мүмкін. Меркантильный дейтін бар ғой, сондай да кейіпкерлер бар. Мысалы біз драматургияны, сценарий жазуды оқыған кезде бізде сценарийда меркантильный кім дейді ғой, кейіпкерлер кім деп. Язвахам деген кім дейді. Язвахам дейтін кейіпкер бар. Табыңдаршы кинолардан деді бізге отырып. Язвахам Айсара ғой? Айсара, Жанарай Жанова, сол кісілер айғайлайтын, андай болды, бір ашуланып, бәрін сол қырып отыратын жан-жағының барлығын, сол Язвахам деп. Меркантильный ол ақшаны жақсы көреді, өздеріңіз білесіздер. Сондай неткен кезде, жалпы шығармашылық деген, өнер деген қандай терең,
ол жерде неше түрлі нәрсе жатады. Әрбір кейіпкерді біз мысалы ойлаймыз ғой, мынандай нәрсе тек қана жазылмайды, оның бүкіл биографиясы жазылады ғой. Жасы, әке-шешесі кім, мінезі, жаман әдеті, жақсы әдеті бәрін отырып жазған кезде таңғаласың. Бір кейіпкерді туасың ғой, былайша айтқанда, дүниеге әкелесің жазып. Одан кейін ол этап актерларға келеді. Актерлар содан жасайды, шығарады сол адамды. 8 комедийных характеров дейтін кітап бар еді. Соны оқыдық қой бәріміз. Сосын енді жобаның жүйесі бойынша махаббат жайлы, отбасы жайлы сұрақтар. Енді жалпы енді опытыңыз көп, үйленгенсіз, тұрмыстасыз деп қай жағын айтам мен? Қалай обращаться етемін? Түсінбей қалдым ғой. Үйленгенсіз, әйелдің жанын зерттеп келе жатырмын деп бағана айттыңыз, түсінуге тырысып, определенно түсінгендей сияқтымын деп бір формуласын айтыласыз ба? Біз секілді бойдақтарға немесе жаңағыдай бір шешім түйін таппай жүрген жаңағыдай үйленген жігіттерге бір қалай түсіну керек, не істеп түсіну керек? Негізгі ең күшті құрал ол сабырлық деген нәрсе. Көп нәрсенің кілті сабырлық. Бізге қоғамда қазір сабырлық жетіспей жатыр. Бір-бірімізді түсінуге, бір-бірімізді тәрбиелеуге, бір-бірімізді кешіруге адам сабырлығы жетпейді. Өйткені екі әртүрлі адамның бір бүтін болып кетуі, ол сен 20 жыл басқа әлеммен сүріп, сенің әлеміңе сенен бөлек бір адам қосылған кезде оны өзгертуің, өзің өзгеруің кейде жылдар бойы қажет етеді. Сол жылдарға адамның сабырлығы жетпейді да кірт сынып кетіп жатады. Ал адам сен өзіңді өзгертуің, қасыңдағыңды өзгертуің, ол уақыт керек, төзім керек, сабырлық керек. Сабырлық. Оны әлі түзеледі ау, әлі уақыт керек, түзетеміз, бірге түзетеміз. Мен де түзелемін. Оған уақыт керек, сол уақытты оған шыдайтын сабырлық керек. Сол сабырлық, негізгі кілті сабырлық қой. Сол сабырлық жетпейді, резко тарс шарт кесіп шауып тастаймыз да бұрылып кете береміз. Көп ажырасулар сондықтан болып жатқан нәрсе. Өйткені бізде қазір клиповое мышление дейді ғой бәріміз. Қазір театрда 2 сағат адам спектакль көре алмайды. 1,5 сағаттан бітті. Киноның өзі сондай болып кетті. 1,5 сағат ары қарай шыдай алмай. Мен отырайыншы, бүгін 3 сағат бәрін ұмытып, 3 сағат бір басқа бір әлемге көріп, басқа бір нәрсені түсінейінші деп отыра алмайды адамдар. Бітті. 1 жағынан ұзақ ұйқың келеді. Анан көрдің, сен 5 секундтық информация қабылдайды. Сол нәрсе біздің бүкіл өмірімізге әсер етеді. Қазір кезекте магазинге келсең, заправкаға барсаң, кезекте тұрсаң, нервің қоза бастайды. Бұрын біз ауылда нан алу үшін талонмен 2 сағат тұратынбыз. 2 сағат. Қазір сен бір 10 минут тұрып көрші, жыныстайды. Болыңдар ше, басқа кассы жоқ па? Сабырлық кетіп қалған. Енді түсінемін, өмірдің өзі жылдан болып кеткен ғой. Сол бізге әсер етіп жатыр да. Көп нәрседе асығыс, тез бір жерден қалып бара жатырмыз, бір жерден үлгермей жатырмыз деп сабырлық кетіп қалған. Өкінішті сол. Кейде біз театрда әдейі сондай ұзақ спектакльдерді қоямыз. Үйрету үшін. Өйткені 1,5 уже тарсылдатып кеткен. Ертең көресіздер, 1 сағаттықта жетеді театрлар. 1 сағат болды, көрермен шығып кете береді. Сабырлық жетпейді. Болды, ары қарай басқа жұмыстар бар. Кейде 3 сағаттық көретін спектакльдер болу керек та, ел көріп, өзін үйрету керек адамды. Бала кезден отырып, қазір ұзақ мынандай кітапты бала көрсе оқысы келмейді уже. Өйткені ананың бәрін оқып шыға адамның сабырлығы жетпейді. Қысқа әңгімелер болса, жақсы, соған дағдыланып жатырмыз да. Сол нәрсе. Сообщение тез жазамыз, ок, привет. Ок, смайлик бітті. Не істеп, әңгайт. Сөйлесу жиілеп баратыр, жейміз енді, сиреп бара жатыр. Соның бәрі білмеймін ертең неге әкелетінін. Өлімге. Бағанағыдай. Асысқан өлімге ма? Бәріміз өлеміз. Шынында, сабырлық, сабырлық. Бірақ енді сабыр етудің де бір определенный бір іс-әрекетті қарап, белгілі бір вайбты сезініп барып сабыр ету керек па? Әлде қатты сен жанына 100% жаныңды жеп жатса да, или соққы болып жатса да сабыр ету керек па? Бір белгілі себептерге қарап сабыр ету. Білесіздер ме, нақты формула жоқ та өмірдің, тағдырдың. Енді формула бар, оны мысалы Алла тағала жазып кеткен, бірақ оның бәрі оны ұстана алмайды. Әркімнің өзінің формуласы бар. Сондықтан қиында біреуге мынаны айту. Жалпы екі адамның түпкі мақсаты бір болу керек. Мысалы, актерда айтады, сверхзадача дейді. Сенің мақсатың не? Мына сахнаның мақсаты барып
ана жерден ана ақшаны ұрлап алып кетуім керек. Мақсат түсіреді. Менің мақсатым болды. Қазір мен сахнаға шыққан кезде менің мақсатым ана кісіні алдап түсіріп ақшасын ұрлау. Түпкі мақсатым не? Осылай бай болу. Оның түпкі мақсаты не? Сен бүкіл әлемді шарлау. Осындай мақсаттар қойып тастағаннан кейін сенің ролің шығады. Тура солай сенің жолдасыңның да сенің де түпкі мақсаттарың бірі болу керек та. Егер сенің мақсатың өмірдің ләззатын алу, жас кезінде тайраңдап қалу, әйелінің мақсаты Алланың разылығы болса, екеуің түйіспейсіңдер да. Екеуің мақсаттарың екі түрлі. Екеуің бір жерде бір түпке келгенде екеуің екі жаққа кетіп қаласыңдар. Ол үшін оның да сондай мақсаты болу керек. Бұл өмірдің ләззатын көру, қыдырып жүру, вот екеуің бірге жүре аласыңдар. Немесе сол мақсатқа келу керек та. Ол үшін сен адамды білуің керексің. Бұл адам ертең өзгере ме? Оның өзгеруге деген ішінде дәні бар ма? Болады, өзгермейтін көріп тұрасың ғой. Дәні бар ма? Дәні болса, яғни ол дәнді өсіруге болады. Оны кім өсіретін? Сен. Яғни ақырындап суғару керек. Бүгін мына ақылды айттың, бір айдан кейін былай айттың, бір жыл былай айттың, сөйтіп, екеуі бір-бірін бір мақсатқа әкелу керек та. Егер енді ол нақты формула деп айта алмаймын. Кейде адасы бір-біріне түсіне алмай әйтеуір ажырасқандар болады. Тағдыр болғаннан кейін ол болады. Идеально 100% бәрінікі болып кетейді. Бірақ сондай адам іздеу керек. Ал ол адамды олай түсіну үшін адам жақсы психолог болу керек. Ал адам жақсы психолог болу үшін не істеу керек? Псих болу керек. Көп кітап оқу керек. Көп кітап. Соңғы кітап әліппе шығар мен. Өйткені кітапта бүкіл психология, кітапта жазылған, адамның тағдыры, адамның ішкі ойы бәрі кітапта, әдебиетте жатыр. Өкінішке орай көп кітап оқу керек. Сонда сен кітап оқығанда, өйткені онда жазбайды ғой. Мынау андай болған, сен өзің ананы зерттейсің да, сөйтіп психолог боласың. Сөйтіп режиссерлар, психологтар, актерлар адамды көреді да, бірден, мынау мынандай адам, кішкене андай адам екен деп бірден тілін бағады да. Ұстаздар, абитуриенттер жаңа үтік шыққанда көреді де бірден, мынау ертең шыға ма, жоқ. Түк шықпай мынадан. Бірден сен бір өнерінен көреді да, өйткені олар психолог болып кеткен. Сондықтан әр адам психолог болып, бір-бірін зерттеп, мына өзгеретін адам ба, мен ол үшін өзгере алам ба, екеуміз бір-бірімізге шыдаймыз, екеуміз бір-бірімізді тәрбие аламыз. Тек бір жақ деген болмайды да, шот сынады. Жоқ, мен сені тәрбиелеймін, сен өзгер. Жоқ, сен неге өзгермейсің? Мен неге өзгеріп, мен еркекпін, сен өзгеруің керексің. Ол бітпейтін нәрсе де. Отбасы деген екеуі бірге жүретін нәрсе ғой. Анау өте күшті айттыңыз. Респект. Рахмет. Сосын барып анау бұрында ағашты кесіп папалар не етуші еді ғой. Типа алма ағашының грушаның бұтағын байлап, будандастырып, бүйтіп су құйып, балшық жағып, сөйтіп екеуін мандарин шығып кетуші еді ғой. Соңында басқа болып кетуші еді. Түсінбей қаласың. Мен Дәурен ағаның сөзінен мынандай нәрсе түсіндім. Не саған мақсатыңды ауыстыру керек? Не білмеймін, ана қыздарыңды реттейсің ба, түйіспей жатсыңдар ғой. Қыздарың деген несі? Енді сөйлесетін қыздар әртүрлі ғой сенде. Қайдан білесің? Фактмен сөйлеңдерші, пожалуйста. Білеміз ғой. Мен адвокатымыз сөйлемеймін. Тағдырдың да ол тағдырға қанша ізденсең де тағдыр жазғанда бір жасты болған. 50-ге келе ма үйленетін? Ой, кетірмекші. Мысалы керек емес. 35-те келеді үйленеді деген бір тағдыр жазғанда одан қашылмайсың. Осы жазда деп айтсаңызшы. Бірақ әрекетке байланысты да. Әрекет. Алма піс аузыма түс деген заман әрекет ету керек та. Шын ниетпен. Болды. Сондықтан бауырым, сен мен курсыма жазыл. Свайп жаса. Свайп деген сөзді қолданбай кеттік, шынымен де. Деп секіріп кетті. Свайп, я? Басқа әңгіме кетіп қалды. 2-3 теңгені қолданбай кеттік, байқадыңдар ма? Не бол десең? Свайп ғой. Сіз демек, жаңағы өзіңіз келтірген мысалдағыдай бір мақсаттағы адамды таба алған жансыз ғой. Деп ойлаймын. Шүкір бақыттымын. Болды. Керемет. Ең бастысы осы. Бірақ адам кеш түсінеді де, мен де өзгеруім керек деген нәрсе адамға кеш келеді. Отбасын құрмай жат. Мен де өзгерем, ол үшін. Ол да мен үшін өзгеруге дайын болу керек деген нәрсе де. Біз басында кішкене менмендікпен сен өзгер, мен осылай өскем, бұлай үйде осындай тәртіп болады деген нәрсе кішкене қиындау. Егер әйел толықтай саған өзгеруге дайын болса,
онда құба-құп ондай нақты осы формула деп айта алмаймын да. Жалпы біреу немесе 100% өзгеруге дайын болу керек, немесе екеуі 50%-дан әрі қалай да өзгеруге екі жақты келісім болу керек. Мен сәл кітап оқығанмын, айтпақшы. Өзгермейтін адам тілін кесер едім деп абай атам. Өзгермеймін дейтін адам тілін кесер едім дейтін сөз бар. Типа мен өзгермеймін деп айтады. Молодец. Жаттап алғаның дұрыс Иә, болды. 57-ші қара сөз ғой деп. Шатасы. Оқымаған көрсетіп қойсам. 75. 75-ші қара сөз ғой деп. Шатасы. Аға, енді сіз Жоқ, мен бір сұрақ. давай, өтініш. қой шат. Сіз енді әйеліңіз үшін өзгерген бір қандай бір құндылық бар? Мен осыны өзімнен аттай алдым, өзгере алдым. Мен айтпасам, мен до этого осындай құндылығым бар етін дейтін бір бар ма өзіңіз үшін ішіңізді сындырған? Жалпы өмір бойы үйренесің ғой. Өмір бойы өмір сүріп жүріп үйренесің. Нақты бір осы нақты бір әрекет. Типа қорылдамаймын деген сияқты. керек кезде үндемей қалу. Осыны үйрендіңіз. Иә, керек кезде үндемей қалу. Содан кейін анда-санда кешірім сұрау. Анда-санда кешірім сұрау. Енді жалпы еркек көп кешірім сұрай бермейді. Бірақ кейде сұрау керек. Иә. Бірақ оны енді мойындай білу керек та, кейде қателікті мойындай бір адамға артық қоюға болмайды да, сен кінәлісің. Кейде кінәлі болсаң да, кейде ол тағы да жолдасың мінезіне байланысты, кейде кешірім сұрау. Жалпы ажырасулардың көбісі осы кешірім сұрай алмағандықтан болатын сияқты. Бір-бірін кешіре алмайды, кешірім сұрай білмейді дер кезінде. Сондықтан солай деп ойлаймын. Сіз жаңа қазір байқалып тұр, жаңа жұмыста өзіңіз, ар жақта өзіңіз сыйласыз, тақтақ барлығын под контролем алып, и сол бір моменттерде жаңағыдай қалай айтсам, қалай жеткізсем болады, сіздер ренжітіп алмас үшін. Түсінбедім. Жоқ, жаңағыдай кешірім сұрай алу сіз үшін белгілі бір уақытта қиын болды, өзіңіз үшін сосын? Жалпы еркек үшін көп жағдайда кешірім сұрау қиындау. Өйткені еркек деген отбасының тірегі, басы, отбасы да ең басты адам депсе де болады. Сондықтан кешірім сұрау еркектің қиын, жақсы, жалпы. Бәрінде айтамайын, жалпы. Табиғатымызда солай да, біз өйткені ер адам жеңімпаз, мендігі басым әйелдікінен қарағанда ылғи бірінші болып жүруге алда жүретін қағида бізде табиғатымызда бар ғой. Ондай адамдар жиі кешірім сұрай алмайды. Өйткені ол менікі дұрыс деген нәрсе біздің басымызда бар, табиғатымызда. Біздік менікі дұрыс. Кейде дұрыс емес шығар деген нәрсе ой келу керек та. Наоборот, керісінше қыздар да көп емес ондай нәрсе менікі дұрыс дейтін. Мүмкін, иә. Мүмкін. Керісінше сиятын мен. Сол екі адам көрінді ме? Екі адам солай. Әркім енді сен де мысалы екеуміз дұрыссақ, сен де өзіңдікін дұрыс деп санайсың ғой. Мен дұрыс нәрсе айтамын ғой. Мен де дұрыс нәрсе айтамын ғой. Жансай, мен барлық нәрсе фактпен тіркелген, логикаға менікі де солай фактпен тіркеліп, мөрі басылып. Осындай эмоция кезінде үндемей салу керек та. Қалай үндемейсің? Үндемей салу керек та. Өйткені қоя алмаймын мен сыртқа шығып. Эмоция бар кезде ешқашан мәселе шешілмейді. Ешқашан 100%. Екі адамның эмоциясы шегіне жеткен кезде сен оған дәлелдей алмайсың. Ол да саған дәлелдей алмайды. Сен 100% екеуі де өзің кінәлі екенін сенсе де мойындамайды. Басылған кезде барып жуынып кел, білмеймін, қыдырып кел. Жағдайын аға қыдырып келейін десем қызыммен қалмайды ғой, бірінші шығып кетеді ғой. Мен қалып қаламын ғой баламен. Жіберу керек. Жоқ, хотя біреу қыдырып кетсе болады ғой. Бір уақыт мен шығып келейін да енді сырттан. Шыға бер. Қалай шығамын ғой? Бірінші кетіп қалып тұр ғой. Қызымды тастап кетіп қалайын ба? Қызым ренжіме, біз ұрысып жатырмыз. Сен де балконға шығып кел немене. Балконға. Содан кейін басылған кезде шай ішіп отырып, жақсы көңіл күйде шешіледі. Жуынамда жатып қаламын, басқа не істеймін болды. Балконға барып бір темекі шегіп отыршы. Осыдан бар ғой, темекі шегіп кетсем өзіңнен көр деп сенсең. Или қыздың үшеуінің шақ етсіңдерші. Жоқ, қазір енді қызым андай өзімнің кішкентай бір сіңілім, құрбым сияқты болып кеткен ғой, 4-тен асқаннан кейін ертіп алып кетіп қалсам болады екен. Не? Үйге келсе отырсын, сосын екеуміз жоқ. Баяғыда мамаларымыз алып кетуші еді ғой, папаларымызға ренжісе. Жүріңдер, кеттік дейтін. Одан кейін мынандай нәрсе ғой, енді айтады ғой, мужчина с Марса, женщина с Венеры деп. Жалпы ол не нәрсе? ер адам Екі әлем. былай өзі андай да.
шығып тұру керек та оған жеке қамалуға болмайды. пространство әйелден гөрі көбірек керек та. Кезінде пещераға кетіп қалады, білмеймін, охотаға кетіп қалады. Онсыз болмайды дейді, өйткені табиғатында бар да. Соны түсінбейді осы. Жоқ, шектен тыс емес. Все умеренно, бәрі өз Бір апта кетіп қалмай ма? Жоқ, сен бәрін асыра сілтеп байланып кететін сияқты саған берсе бар ғой. Өйткені еркек өзінің көп үйде отырса, бір еркектігінен айырыла бастайды. Жалпы өйткені біздің қуатымыз солай да аспанмен. Оған отыруға болмайды, оған жүру керек, шығу керек, өз-өзімен кетіп қалу керек. Жақсы мағынада. Өз-өзімен болып кету керек. Ал әйел әйелді тыңдау керек та. Әйел өйткені ол сөзбен шығарып тастайды да бәрін. Біз өз-өзімізбен қалып шығарып тастай аламыз да. Біз біреуге деп шығарып тастай алмаймыз да. Біз өзімізбен қалып шығарып тастаймыз да. Әйелге сөзбен шығарып тастау керек. Әйел тыңдай білу керек. Саған қызық емес болса да подружкасының әңгімесі. Бірақ тыңдау керек та. Мен мысалы Дидар сыртқа жалпы одан бөлекте білмеймін енді. Дидар өзі сыртқа кетіп қалуға бейім. Жұмыс жасаса да, үйде отырып, мысалы егер де бізге қандай да бір осы бағдарламаға міне осылай келеді, осындай қонақтар келеді, осылай дайындалыңдар, бірдеңені жасаңдар, мынандай креативный бір нәрсе болсын деп айтатын болса, давай үйде жасайық, давай десең, Дидар сразу сыртқа барайық дейді. Мен сырттан гөрі үйде болған жақсы көрем. Мен өйткені осы қазір мысалы бір күн съемка бітті ма, мен солай бір апта жатамын үйде былай талып. Сен дамас етсің. Дамас ет. Сен далас ет. Далас ет. Сен айтпаймыз. Мен гама. Кез келген әйел жасы ұлғайған сайын үйге қамалып береді. Жасы ұлғайған сайын деп аға Жоқ, ренжіттіңіз. ол жақсы ғой. Үй сенің тірегің ғой, сенің жылуың ғой. Мен содан энергия аламын. Үйде болғаннан. Үйің бар екенін подтверждать етіп жатсың. Жоқ, енді ондай емес қой. Енді сен оны өтірген кет қалу үшін де нетпе. Жалпы айтқаным ғой, бірақ мүмкін менде де бір шыққым келетініне пайда болып шығар кейін. Бұл қазір менің таңдауым болып тұр ғой, үйде отыра беру ше. Кейін мен шыққым келіп дико үйде отыратын болып қалсаң қайтесің? Үйде отырғың келіп жатса мысалы. Сен мені түсінбейсің, сен бізді. Мен сені түсінбей жатырмыз ғой, негізі жазылған кезде. Бірақ Дидар сыртқа шықса көп продуктивный дейді ғой. Солай жұмыс жасап келеді. Мен үйде көбірек жасаймын. Маған қарағанда сыртқа шық. Мен наоборот, дико менің көзімде үйшіл бұл. Үйшіл дегенде енді үйге қайтып келетін сөзсіз ғой соңында қайтарда. Бірақ үйшіл деген сөз ол. Түбі қайтып келетіміз бір жер ғой бәріміз. Өлеміз. Бірақ ой, сен білмейді екенсің. Мысалы қараш, қазір мысалы ораза ғой. Кешкісін ауыз ашып болғаннан кейін бір 7-ге енді өз қазір мысалы бізде Алматыда 6-ға тақау ма, 8-ге дейін бит 9-ға дейін деп алдайды да бүйтіп қызымыз әкеміз сөйтеді да. Мен қала жаққа шығып келейін дейді, өзі бір ауылда тұратын адам ұқсап. Қаланың орталығында тұрып. Сосын по городу по делам дейтіні бар. Сөйтеді кетеді и ауыз бекітетін кезде 1 сағат қалғанда сондайда келеді. Бірақ бұл жерде менің де бір ұтымды тұсым бар. Мен бұны жай жібермеймін. PlayStation'нен ойын сатып аламын да соны ойнап отырамын келгенше. Сосын осылай ғана бізде осындай келісім бар да бір. Сіздерде главный комфорт қой семьяда. Сондай бір нәрсе шығар. Иә, сондай. Сіздер солар жайлы ма сіздерге? Болды ғой. Сіздің бір неңіз бар еді ғой, интервьюіңіз бар еді ғой, маған сол ұнады. Бір интервьюда айтқаныңыз. Ыдыс жуам, иә, жуам ба, сол отбасы солай бақытты шығар. Енді кейбіреулер басқалай ұғып алды да, ой, мен андай ұғып қалды да, еркек ыдыс жусын деген нәрсе емес. Әр отбасыда өзінің заңдылықтары да. Иә, олар сонымен бақытты болса. Олар сонымен бақытты. Неге біз оған қарсы болуымыз керек? Бізге қазір ең бірінші отбасы бақытты болсыншы, бітті. Өздеріне жайлы ма, бала шағасы бақыттың ішінде бақытты сезініп, махаббатпен өсіп жатыр ма, болды. Олардың мамандығы не, бір-бірімен өмірдегі жаңағы заңдарын бөлістіріп алған, қалай бөлістірді, еркек тамақ жасай ма, әйел ақша таба ма, ол өздерінің проблемалары. Ең бастысы отбасыдағы ұйытқы, жылулық болды. Сол болса болды. Біздің қалай істеп жатқан араласуымызға біз оған құқығымыз жоқ, кірмеу керекпіз ғой негізі. Ол журналист болсын, біз секілді болсын, TikTok болсын, комментарий болсын, негіз кірмеу керек. Мысалы біреу жаңағы ата енесіз бақытты. Жаңағыдай тұрмайшы бірге. Біреу ата енесімен бақытты. Біреу білмеймін оларды. Енді соны айтып келіп отырды ғой енді сен. Мен аяқтай салдым. Просто. Сен кірме енді бізге. Біз солай бақыттымыз. Болды, хорошо. Мен де бақыттымыз. Ұзағынан болсын. Ұзағынан болсын. Мен жаңа андай сұрақ қойғым келген. Сіз жалпы осы уақытқа енді кітапты көп оқу керек деп айттыңыз ғой Галаға. Өзіңіз оқыған бір күшті кітап бар ма?
бір ұсынатын жүрегіңізге жақын деп бүйтіп ойланып біз өйткені қасқыр мен жетіл аға өйткен қойыңшы бүйтіп тыңдап отыр аюдың түсі мынандай о біздің кезімізде хит еді ол дейтін кітап көп қой, оны мына кітап керек деп айту қиын. Әр адамның сенсіздер ма, біреу фантастиканы жақсы көреді, біреу махаббат жайлы қандай бір кітап или роман үзінді өлең. Өткенде бізде Алмагүл дейтін актриса қыз бар, солда көп кітап оқиды. Өткенде кітаптарды көп ұсынды, мынандай Хамидта айтты и кітаптың арасынан үзінділерді көп айтты. Содан кейін біздің оқырмандар да бізді белгілеп салады, осы кітапты бастадым сіздерді көргеннен кейін деп, бір жаңағыдай танымды бір эффектісі бар екен. Сол себепті сіздің атыңыздан да деп ойлағанбыз ғой. Кітаптар көп әрине. Жалпы кітапқа махаббатты оятуға келгенде кішкентай әңгімелерден бастаған дұрыс. Мені кітапқа деген махаббатты Оралхан Бөкейдің әңгімелері оятты. Содан кейін бар, өйткені қазір бірден Абай жолына кірісіп кету қиын қазір. Бірінші кітапқа деген махаббатты ашып алу керек та. Оралхан Бөкейдің, Шерхан Мұртаза, Дулат Сабековтың әңгімелері, өзім содан бастадым. Сол кішкентай әңгімелерді оқып өзімді дағдыладым да, кітабым ашылды. Содан кейін кетті енді. Үлкен романдар, Шыңғыс Айтматов. Біздің мамандығымыз сол, біз оқуға міндеттіміз, біз шығармаларды білуіміз керек. Сондықтан көп оқимын деп айта алмаймын, жалпы өйтіп ешкім айта алмайтын шығар, көп оқимын деп. Мейлінше оқуға тұрсам, өйткені біздің фундаментіміз, қорегіміз кітаптың ішінде де, басқа жоқ бізге қорек беретін, актерлық өнерге қорек беретін не жоқ. Қайдан аламыз кітапта да басқа, сондықтан солай. Сол сөйтіп жалпылама айтайын негізі. Өткенде манда біреу кеңесін берді. Не нәрсеге қазіргі уақытта қандай мамандыққа, қандай нәрсеге махаббатым бар, тақырыпқа, сол жайлы кітапты оқы деді. Жоқ, бір футболға махаббатым бар ма? Шектеліп қалуға болмайды ғой. Бастап кету үшін сол қызықты, мысалы футбол жақсы көресің, Месси жақсы көресің, Месси жайлы оқы. Сосын тамақ па, тамақ жайлы оқы, сөйтіп өзін тауып. Енді менің ойымша параллельно алып жүрейік. Біз мысалы сен кейде тарихты да оқып қойғың керексің, кейде фантастиканы оқып қойғың керексің. Өйткені сен бір нәрсемен футболмен қадалмайсың ғой, ертең бала шағаң келе жатыр. Месси бүйтіп айтқан Месси 5 гол соққан, 5-ке 5 қосқанда 10 болады деп. Әр нәрсені алып жүру керек та. Әдебиетті де, қазақ әдебиеті бар, әлем әдебиеті бар. Жан жақты оқыған дұрыс деп ойлаймын, өзің кругозор дей ма, ашу үшін. Кругозордың қалашасың дейді. Көкжиек дей ме? Көкжиек ба? Көкжиегін кеңею үшін дейді ғой. Расширение кругозора дейді ғой. Көкжиек, күшті сөз, көкжиек. Деп ойлаймын өзім. Баламның атын көкжиек. Ертең сөз естіп отырмайын комментарийде. Көкжиегің тар. Көкжиек. Біздің тілдің керемет әртүрлі сөзге, мәнге, мағынаға бай екенін сондай кітаптарды көрген кезде түсінесің, мысалы шетелдік шығармаларды орыс тіліне аударады ғой, бір қатты сипаттай алмайтын сияқты. Бізде бір сөздің өзінің бірнеше синонимі бар. Немесе амоним сөздер, аталуы бір мағынасы әртүрлі нәрселер. Бізде сондай ат деген сөздің өзі бірнеше мағына білдіреді. Соны қараймын да, не деген керемет тіл біздікі деп ойлаймын. Негізі, мен оқығандар ішінен біздің тілді, міне қазақтың тілі осы дейтіндей шығарманың бір Абай жолы. Абай жолында бүкіл әдемілік, бүкіл сипаттама, бүкіл сөздер сол кітапта жазылған деп ойлаймын. Ең кең ауқымды деп алатын болсақ, Абай жолы. Енді сен мына нәрсені білесің ба? Осы тоже Дәурен ағадан көрдім дейік, сен де білесің ба? Қазақта бір сөз бар, ңң дейтін. Маған сіз деп сөйлеші. Кетші, басың істей ме? Білен сіз деп отыр. Ңң деген сөзді білесің ба? Ңң дейтін ба? Ңң. Мынау еще ңңді айта алмайды да ғой. Ыңды былай жеке айта аламын, жеке шақырсаңдар. Давай. Мен өй қосып айтамай қалдым. 4-5 сөздің ортасында әріптің қасына келіп қалса, өткізіп жібереді. Ңң деп, өткенде естідім. Қан не ол, не мағына білдіреді? Ңң дейтін. Білесің ғой сондай сөз? Естігенмін, иә. Нән деген сөзге. Ңң дейтін ол не ғой? Айсберг. Иә, мұз. Айтып қойды ғой саған. Айтпаса айта алмайтын едің ғой. Қайта рахмет айтшы. Айсберг неге? Ойбай. Ңң. Африкан тілі бар, үлкен деген сөз, айсберг деген бетінде 1-ден 7 бөлігі тұрады ғой, соның мүмкін. Дөң, жалпы сондай ңң нәрсе. Дөң бар ғой, дөң дейтін ол ағашқа, иә? Дөң. Маң бар, маң. Маң басқа. Маң басқа дейді. Шаң. Күшті. Сол мен ңң деген сөзді алғаш рет сол кезде Дәурен ағалардан естігемін.
сондай бар. сосын дәке қандай бір жаңағыдай жеңгемізбен сөйлесіп жүрген кездегі махаббат кезінде қандай бір қызықты историяларыңыз бар? Бір сізден сондай бір қызықты. Бала махаббат па? Көзіме Бала махаббат. көрінсең, бір көрінсең бала ғашық. Иә. Өзіңіз осындай жаңағыдай махаббат жайлы көп сахналар ойнайсыздар, кино түсіресіздер, өзіңіздің басыңыздан өткен қандай бір қызықты махаббат оқиғасы бар? Қызықты оқиға жалпы менің Алматыға келіп қалаға келіп ең бірінші шығарып салған қызым болатын. Қыз болады жалпы. Бірақ ешқандай жай шығарып салдым. Ешқандай не жоқ. Бір не ма? Екіншіден жолдасыма деген не дейді? Махаббат. Үйленейік деген не дейді? Предложение, ұсыныс? Ұсынысты спектакльдің үстінде қойылым үстінде айтқам. Рольға енгізіп, бірақ ол байқамай қалды да. Сондай роль деп сезімей екенбіз. Сондай бір ғашықтарды ойнап жүрдік та комедияда. Сол текстің арасында бүйтіп салып жібердім да, бірақ ол креативит еткен түріңіз. Иә, креатив, бірақ ол байқамайды, арыға ойнап кетті. Енді өйткені сахнада көп импровиз жасаймыз да, әртүрлі нәрсені мән бермей өтіп кетеді да. Сөйтіп мән бермей өтіп кеткені бар. Зая кетті ма? Зая кетті ма получается? Зая кеткенде өзім үшін жақсы қалды ғой. Сахнада. Көрермендердің алдында. Көрермендердің Дайындық алдында. емес. Әйтеуір бір айтылды ғой көпшіліктің алдында деген нәрсе бар да. Сонда бір гештальт болды. Содан кейін, мен бағана біткеннен кейін спектакль, мен бағана шын айттым деп айттыңыз да? Айттым, бірақ ол мән бермеппін деді. Сіздер ол сонда Мен жиі қалжыңдасқаннан кейін көп нәрсемді елдер түсінбей қалады. Шын айтып отыр ма, қалжың айтып отыр ма? Соң көп қалжыңдасып шынайы нәрсені айтсаң, қалжың ретінде қабылдай қалады да. Ана проблема ғой негізі. Негізі проблема ғой, сіздің қандай күйде екеніңізді білу қиын болып қала ма? Сіз қазір өтірік айтып жатсыз ба, қалжыңдасып жатсыз ба, білмей қаласыздар. Иә, білмей қаласың. Қиын екен, Өнер адам жалпы қиын адам ғой, өнерге. Оңай адамдар келмейді ғой. Сіздер түрлі бола бере аласыздар. Сондай бір нем бар. Сенде бірдеңені әзілдеп айтасың да, кейде ойнап айттың дей саласың, кейде былай айтып қаласың ғой, бәрібір. Сарказммен тиісіп. Өнер адамсың деп тұрған жоқпын. Өнерден бағы. Дөнер. Ассалаумағалейкум халқым. Сен үтіктің айналысында өнер болып тұрған. Ең бірінші ойын үтік болып қала берші. Өзім үтік жігітпін да. Содан кейін үтік болдым. Шесіногы бар үтік жігіт. Шесіногты да көрдік, үтікті де көрдік. Біздің кезде... Екеуі де ыстық екен деші. Екеуі де күйдірді ғой. Енді бір махаббат болсын, күйдіретін. Сондай тілек. Күйдірмесін. Күйік қалды бұл. Күйгенмен. Жоқ, махаббаттың күйігі, оны ләззат та. Әне. Ләззат жағынан. Саған фәлсафа. Ол өмірде махаббаттан күйгенсең жазбаш. қызық жоқ қой өмірде. Ол жүректің күйгені бір бөлек та болды. Өткенде. Сонымен шыңдаласың сен өсесің. Күйдің ба сен? Күйдірдің ба? Ай, күйдірік айтшы. Күнде күйем ғой. Күнде сәл әрі. Өткенде күшті бір сөз оқыдым. Махаббатсыз өмір сүруге болады дейді. Бірақ өмірінде махаббат болғаннан кейін ары қарай өмір сүре алмайсың. Махаббатсыз өмір сүре алмайсың дейді. Махаббатқа дейін өмір сүресің, сүре бересің. Махаббат кіріп қойғаннан кейін ары қарай өмір сүре алмайсың. Қай жерін оқыдың? Оқисың ғой. Ол ең үлкен ләззат. Әйелдер солай ғой. Ай, әлі туғым келмейді. Бала туғаннан кейін қайтып мен жүргем осы уақытқа дейін бала тумай. Мынандай тәттіні берерін білгенде баяғыда туып бар едім ғой деген. Сондай, ләззатты сезінбей бір алдын білмейсің да. Сол сендер жаңағы роддомнан кейін болды, сенде көп нелер сезеді, болды, тумайым, құрсын. Деймде, қазір мен мысалы екінші баламызды мысалы өмірге алып келсем деп ойлаймын. Ол андай ғой, толғақ ұмытшақ ауру деп айтады. Біріншіден, енді оны қиналғаннан кейін... Жадам дазым. Толғақ? Заказ қабылданды деші. Курьері принял ваш заказ. Бүгін түнде апарып тастаймын деші. Спальныйға апарып тастаймын деші. Саған өмір сондай әңгіме керек бар ғой тегі. Үшеуге ба бір енжейсің бірдеңе десе. Күліп отыр, қара. Ұялмайсыздар ма? Спальныйға барып алғанда платное Біреуді ожидание. спальныйға қыласыздар. Платное ожидание. Өңкей өсек төсек әңгімелерің деп. Жоқ, бар ғой, сөйтіп айтады ғой.
толғақ ұмытшақ ауру дейді. Енді мысалы бәрі әйелдер қиналып толғатқаннан кейін айтады ғой енді оны. Жетіскеннен айтпайды ғой. Сосын сол айтып жібереді да. Сосын көп негізі енді бұрындары біздің мысалы менің мамам 10 баланы дүниеге алып келген. Ол кісілер енді ондайға бір керемет қылып қарамаған ғой. Енді мамам келінce айтады маған ту жасарасың, организмің жасарады. Қайдағы тісіміз түсті, шашымыз түсті қудық қой біз. Ту жасарасың? Иә, туа бер жасарасың дейді. Типа қан айналымың бәрі жасарады, күшті болады дейді да. Білмеймін, мамамның медицинасы қандай, менікі қандай. Бірақ мамам енді онымен кәрдиіп кеткен жоқ, өзінің жасына сай несін сүріп жатыр ғой өмірін. Бірақ сол сөйтіп ойлайсың да, енді осы тумаймын ау деп ше, немесе өзің туу деп сөйтіп қоясың кішкене айтып ондайдың, өйткені қиындығын білесің де. Кейіннен келе қызың өсіп бара жатқан өскендіктен ғана емес, ол өзі айтатын болды бізге. Біз неге үшеуміз дейді. Маған тағы біреу керек, маған қыз бөпе керек маған. Маған түсінетіні керек дейді. Маған түсінбейтін әкемеңдер дейді. Онда да заказ. Бәрін заказ беріп жатырмыз әйтеуір. Бәріміз. Сондай да. И одан бөлек кішкентай өзі балаларды немесе сол қызымыздың Дараның кішкентай кезін қараймыз да сағынамыз. Яғни тағы бір кішкентай жаңа сәбидің иісі деген сияқты. Ол мысалы айтамыз дер кезінде осындай деп. Кейіннен келе бәрібір өзгеріп кетеді екен. Бір мейірімің ашылып, жаңағы алғаш босанғанда босанбаймын деген әйелдерде, немесе босанған соң енді босанбаймын дегендердің де көбі бәрібір соған келіседі. Енді босанбаймын деп айту ауыр, бірақ негізі олай айтпау да керек қой, әрине, бірақ ойламайсың ғой бұл кезде. Ашусында, эмоция кезінде. Иә, бір өзі жоқ сөздер ғой енді. Иә, бір аяғың көрде, бір аяғың жерде тұратын сәт қой. Жылап еңіреп кетіп едім үйден мен негізі. Ешкіммен жүрмеймін дейді. Бәрібір махаббат аңсап тұрады. Иә. Буши, привет деп тұрса, по-любому ответ беріп, Че тебе надо? Сен өзің де солай жазасың ғой, бірақ Қыздарға ма? Жазасың ба сөйтіп? Типа, че тебе надо деп па? Жоқ. Привет деп па, спишь? Иә, спишь, привет деп. Мен білесіңдер ғой. Соңғы кеше жазғам деші. Тап-таза адам. Сразу PlayStation шақырып. Кел, PlayStation ник деп. Бұл енді сол махаббатқа күйіп, айтып бүйтіп болды. Опыт бар. Қазір білмеймін енді, опыт па ол. Иммунитет бар. Иммунитет жоқ бұда. Жоқ па? Жоқ аға. Вообще жоқ. Басқа нәрсе. Ақымақ кезден жүрекпен емес, мимен емес, жүрекпен ғашық болған кезде үйленіп кетуім керек еді. Жалпы иммунитет жоқ сенде. Уже осознанно етіп баратырмын ғой мен. Осознанно үйленіп. Андай күйіп пісіп деп жүрген кезде үйленіп кеткен кезде. Может, ажырасып кетер ме едім, кім біледі. Мынау жасым хайырлы болып тұр ғой, бәрін түсініп, әркімнің миссиясын біліп, өзімнің кім екенін біліп деген секілді барлығын толыққанды болып барып үйленсем, намного проще болады. Бірақ енді біз мысалы осы жерде әңгіме қылып айтамыз ғой сенің бойдақтығыңды, үйленбей жүргеніңді, енді көрермендер түсінбей қалмасын, жаңа тиісе берді ғой мынаған деп. Сен өзің қалыпты түрде қабылдайсың ғой оны, иә? Басқа не істеймін? Қабылдадың басқа амал жоқ. Шанс бар менде, басқа ешқандай выбор жоқ. Оны өйткені тиісе берді. Бойдақтар болғанда жақсы ғой, ол бәрі үйленіп кетсе қызық емес та. Сіздің ортаңызда бар ма ондай адамдар? Немесе, ой, мен қазір жүргенім шүкір ау деп, немесе шүкіршілік айтасың. Осыларға қарап па? Маған мемлекеттен алимент төлену керек. Бойдақтардың барлығы 30-дан асқан бойдақтардың бәріне алимент төлену керек. Біз шүкіршілікке шақырамыз. Оны кім төлейді саған? Мемлекет, білмеймін, эговқа кіріп тіркеліп сондай. Мемлекет құрдан құр төлей бере ма? Біреуден өндіретін шығар. Білмеймін, сендер төлеңдер жаңағы. Біз немеге төлейміз? Менің бөлшегімсің ба? Садақа ретінде жіберіп. Жоқ, сен жаңа махаббатқа күйдірген адамдардан ал. Компенсация. Компенсация ретінде. Күйдім деп. Болды, хорошо. Егер көріп отса, жашман. Осы жоба міне 1 жылдан асты. Мына арт жақтағы нелерді көрсеңіз, суреттер барлық біздің қонақтар ғой келген. Бұл әлі сол басталғандағы махаббат, әлі сол махаббат. Не болмады, не қоймады, не бітпеді. Ұмытып баратырмын. Біз есіңе салып жатырмыз қайта. Ұмытқым келмейді негізі, бірақ енді амал жоқ, ұмытып отырмын. Бұл сезім махаббаттан да биік сезім бар ғой, білесің ба? Қандай сезім? Махаббаттан да биік сезім бар. Да, бала ма жаңағы? Жоқ, осы екеуі махаббаттан да биік та. Осы екеуі дегенбіз ба? Мысалы деймін да. Қазіргі состояниесі махаббаттан да биік па? Иә, махаббаттан да биік. Ой, айтпас. Махаббат жұбайлық өмірден бір саты бит төмен тұрады да. Иә, логично ғой. Өйткені сен мысалы, сен танысың ба? Давайте ашайық. Танысыңа сен нен бөлісуіңе болады? Бір 20% уақытыңды бөлуге дайынсың. Досыңа бір 40% уақытыңды, қуатыңды бөлуге дайынсың.
қызыңа махаббатыңа сен бір 40% уақытыңды, бір 50% ақшаңды бөлуге дайынсың махаббатыңа. Ал жарыңа сен ғұмырыңды бөлуге дайынсың да. Ол махаббаттан да биік кетеді да. жоқ ойлашы, сендер қандай сволочтар. Отбасы болғанымызға өкіндіріп жүрді ғой сен, жұбайы болғанымызға. Сволочтар, рахмет оскорблементіге. Белая зависть қой андай. Белая зависть емес сенде. Оның өзі зависть. Жоқ, қандай, жоқ, если что бағалаңдар, қараңдар. Сендер бір-бірлерін сүйген адамсыңдар ғой енді. Жақсы көрген. Сүю дейтін, жақсы көру дейтін, оны құшақтау, оны сезіну, оның жылылығын сезіну деген сияқты. Жоқ, сен соны істей аласыңдар. Сендерге сондай нәрсеге доступтарың бар, ойлаңдар. Қызығып отырсың ба? Ешқандай бір қорқынышсыз, ешқандай бір оны дәлелдеусіз, ешқандай бір шынында қорқынышсыз сондай доступ бар сендерде. Сондай доступ бар, біз не ғой, беземейді ғой бізде. Ол дейтін өте құнды нәрсе ғой. Иә, кетіп қалады деп қорықпайсың. Маған ол сезіну үшін маған әлі табу керек. Оны жаңа келсе ма, келіспей ма білмеймін. Қаншама қиындықтан өту керек. Сосын барып қана мен оны құшақтай аламын. Шын мәнінде қорқынышсыз құшақтай аламын да. Сендерде заңды түрде жаңағыдай моральдық тұрғыда барлық жағынан уже бар доступтарың. Қандай? Сендер соны бағаламай кетулерің мүмкін. Бағаламайсыңдар дей қала жаздадың ба? Жоқ, определенный бір моменттерде ұрысып қаласыңдар деген сияқты, сол моментте соны еске алыңдар. Ойлаңдаршы, сендер қандай бақыттысыңдар. Сүйгеніңді сүйе алу дейтін, ешқандай қорқынышсыз, мұқтаждықсыз сүйе алу, құшақтай алу, еске алу дейтін қандай күшті нәрсе ғой. Сволочи. Рахмет. Сволочи, рахмет. Сенікі де жақсы негізі. Сенікі процесс. Ана процесстің өзі. Қандай бар, өмір. Жалпы біз өмірде бірдеңе күтумен жүреміз ғой. Мен мысалы, енді бала кезде біз автобустан туысқаным түсем екен деп бір адам бірдеңе күткісі келеді да. Қазірде мысалы ешкім күтпесең де бір Темудан бірдеңе заказ бер. Мен кейде заказ беріп қоямын да. И қатты керек емес, бірақ аздап керек. Бірақ анау қашан келеді деп күтіп жүресің да. Иә, сол күту деген нәрсе, анау жақсы да, адам көрінген нәрседен бірдеңе күтіп жүреді. Адам күтіп жүреді да бір нәрсе. Қызықсыз болып қалса да сол приложение кіремін да, бір болмайтын нәрседен заказ беріп қаламын да. Сол қашан келеді екен деп сол нәрсе адамға бір ерекше бір сезім береді. И сенде сондай жүрді қазір. Қашан бір көшеде қазір көрінген қыздарға қарап жүрсің да, қашан кезігеді екен, іздеп жүрсің да, бір үлкен үміт тұр да. Олар менен қашады. Артынан кетсең. Тоқта. Бұлар іздемейді, көшеге адам қарамайды, кім кездессе деген демейді. Олар өзінің ойы бар, өзінің, олар басқа мақсат, ол выше кетеді де уже. Біз вышеміз. Бірге жүр. Сенің басқа өзің, оның өзінің кайфы бар. Оны зерттеп, адам зерттеп, менімен келе ма, келмей ма. Қорқыныш қой ол, қорқыныш мысалы, мә болмай қала ма, или мен ұнамай ма, ол ұнамай қала ма, или қандай болашақ тұр. Бұл кісілер барлығын сана биігінде жолығып, сөйлесіп, ақылдасып. Қой, санасыз түрде жолықтық біз осы. 60-қа келген адам сияқты сөйлеп отырсың. Жоқ, айтамын да. Жоқ, мен қазір ойланып қалдым да, қандай күшті, ешқандай мұқтажсыздықсыз ләззат ала аласыңдар бір-бірлерінен. Енді ол енді қазір мысалы сырт көзге қазір сен қараған кезде сондай болды, бірақ басында біз түсінбедік қой. Бетінен сүйе аласың, өз сүйгенің бетінен сүйе аласың. Или сүйе алмайсың ба? Дикон бетінен. Қазір ма? Иә, бетінен сүйе аласың, мысалы, ешқандай қорқынышсыз, сен күйеуің болды, ол бәрібір иіскейсің бе, сүйесің ба? Сен де оны сүйе аласың ғой. Менде қорқыныш бар. Жансая ренжіп қалады. Дико түсінбей қала ма дегенде. Иә, Дико түсінбей қала ма деп. Ну-ка, нет. Ой, помадам жағылып қалады қазір. Прикольно. Да ой, пожалуйста. Ой, бәрі қарап отыр ғой. Ұятай, бәрі қарап отыр. Кәне. Донер жаба сал бетін. О, бетінде. Горика. Ой, ұят отыр. Жол, өз кемнен ұялып отырған. Ялу емес қой, просто алып құшақтап, менде жоқ, менің қасымда просто құшақтай салайыншы. Ол да болады. Құшақтай аласың, өз сүйгенін, мысалы, адамыңды құшақтай. Ешкімнен ұялмайды, тығылмайды. Иә, физикалық тұрғыда сен осындай ләззат ала аласың құшақтап, ойлашы, жылуын сезіне аласың, мына қара. Менде қара жоқ. Қайда? Оңбағандар. Бақты ондар. Жұптарын жазылмасын. Молодец. Ал сен Дико деп. Шақыстыра отырсын. Жо, мен түнде заказ жаңа.
Амбаган. андай жерде айтпау керек қой, негізі айтып қойдық қой. Көп материал мусорға кететін сияқты ғой. Кетірмейді ғой бұл екі оңбаған. Кетеді ол сол. Именно сондай моменттерді кетіреді ғой бұл екеуі аңдып. Сондай. Өте керемет несі болды. Ой, жаңағы нені білейік, спектакльді білмей қалдым деді ғой, байқамадың. Содан сіз неттіңіз ба? Жауабын қай уақытта алдыңыз? Болды, ренжіп қалдым содан десең. Жоқ, иә, содан кейін әлі иә деген жоқ, бірақ балаларыңыз бар. Байқамадым әлі немен жүрмін сол. Қашан иә деймін екенбіз. Сол мен. бір үмітпен жүрмін деңізші, иә деп қалатын сияқты. Бірақ мен енді романтик емес. Бір айтайын. Жалпы романтиктер екіге бөлінеді. Одиночка романтик бар. Ақшалы, ақшасыз. Жоқ. Одиночка романтик және жұпты романтик. Кейбіреулер өмірде бүйтіп өз қатықпаған бір жігіттер болады да, қасына қыз қосылса романтик болып кетеді да. Гүл сыйлап, бір болмайтын сюрприздер. Кейбіреулер керісінше өз жалғыз жүргенде романтик деп әйелінің жанында жаңа романтикасы жоғалып кетеді. Басқаша болып кетеді. Екі түрлі болады да. Мен сол екіншісім жаңағы. Мен өзім жалғыз романтик. Да? Табиғат, тау деп үйге келгенде романтикам жоғалып кете ма бірдеңе. Оны бірақ келіншегіңіз, әйеліңіз нетіп қоя ма, реттеп қоя ма, дайындап? Или екеуіңіз де жоқсыздар ма романтикаға? Біреу болмаса біреу болады ғой, отбасыда міндетті түрде бөлінеді ғой. Менде жоқ қасиеттер ода бар. Кейде былай да өмірде бір өтте бір-біріне ұқсас адамдар бірге болады, немесе бір-біріне қарама-қарсы адамдар бірге жүреді. Біздікі қарама-қарсы болады. Мен плюстан, ода минус, оның минустары менде плюста, солай қосылғанбыз да екенбіз. Менде қандай не бар, ода жоқ, ода не бар, менде жоқ та. Сонысымен екенбіз тандемсіздер. Толықтырып тұрмыз да бірімізді. Инь-янь болып тұр, иә. Бізде екеумізде не бар ма? Романтика екеуміз, сен де романтик емессің ғой қатты, иә? Романтикпін деп санайсың өзіңді? 100% деп. Футбол ол романтика. Гала, сен айтшы, Дико романтик па? Негізі романтик емес сияқты, иә? Мүлдем ба? Мүлдем. Сен білетін романтиктердің қасында, фонында? Опять же, романтика ол әркімде әртүрлі ғой. Иә, әртүрлі, бірақ андай, мысалы, біз романтиканы вау деп қабылдаймыз ғой. Сырт көз. Дико таза, жаңа жезелер. Таза. Шашлик пісіретін таза. Оның романтикасы таза, базовый стандартты романтика ғой. Иә. Мерекелі кезде гүл беру, арасында жаңа гүл беріп қою. Бірақ Дико өте самолет, вертолет. Жоқ, ондай жоқ, ақша жоқ болғаннан кейін жоқ, ондай емес па? Білмеймін енді. Жоқ, Дико өте стабильный адам. Ол иә, өте тұрақты. Типа біреу бір ай бойы романтика беріп тастап, 11 ай бойы жоқ болып кетеміз, о да стабильный. Әр айдың өзінің ақысы бар. Зарплата сияқты. Иә, сондай өзінің. Зарплатасын беріп тұрады. Оны романтикаға жатқызам мен өз басым. Ол құлдықтау ма? Романтика емес ау деші. Құлдықтаулау ма? Көмектесіңдер бізге. Иә, мен өзім романтикке жататын жарым. Жоқ, сен жататын сияқтысың. Мен жатамын. Сен бір әртүрлі бірдеңені ұйымдастырып жүресің ғой, қыздармен кездескен кезде бір жақсы локациялар таңдап, бір бет алды бір конная прогулка дейтін бірдеңелер кетіп қала салады, жақсы. Ондай жағынан. Бізде ондай жоқ екен. Мен де ондай қатты өзім романтикпін деп сезінбедім. Балдармен өзін, кет бүйтік, давай бүйтік, біреумен қосылғанда романтик болып кетесің да, өзің жалғыз жүргенде романтик емессің. Өзіне де сондай бұл. Өзі де сондай ма? Ой, бұл өзін қатты жақсы көреді. Гелділер душыларын сол чесноктың арқасы ғой деймін. Ой. Бекер айтма. Ай, аңғалбасым, ай. Бағдарламаның тақырыбында сол чеснокқа байланысты қойыңыздар. Чеснокқа ба? Сарымсақ немесе гала. Ашытқан чеснок деп. Сарымсақ гала арасында не бар? Сондай. Астарлы ақиқат болып кетсін. Бірақ ең бастысы, біз жаңағы әңгімелерден, енді біз көбіне бізге келген қонақтар, біз өзімізде гала өз үшін сұрап жатады. Бойдақтарға ақыл кеңесіңіз дейді, немесе келген көрермендерге, жаңағы экранның ар жағында көріп отырған. Жоқ, оны басқа нәрсе айтып жатырмын қазір. Солай сұрайтынбыз да. Біз қазір Дидар екеуміз алғаш рет өзіміз үшін махаббаттан да биік нәрсе бар. Бұлар өзі бір-біріне ғұмырын арнайды деген нәрсені біз андай өте күшті қабылдадық, бізге жылы қабылдадық, өте күшті болып қалдым мен ондай нәрсені енді андай естімегеннен кейін онша. Бағана мен айтқаншы құшақтай аласың анау. Сен де енді ол кісіні толықтырдың ғой?
Мен күшті емес па? Жоқ, күшті ой. Осыған айтса да қоймайды екен ғой. Иә. И одан кейін жалпы біз осы бағдарламаның соңына қарай әрбір қонақтан енді сіз жаңа айтып жатсыз ғой, ақыл айтатын емес деп. Дегенмен де бір лайфхагыңыз. Иә, бір лайфхак, өмірден түйген тұжырым, түйген жігіттерге ғана қатысты ма, мүмкін жастық шақтарына қатысты, өнерге келем дейтіндер бар ма, әлде немесе қыз жігіттер кез келген отбасыға қатысты бір өзіңіздің түйген түйініңіз, ақыл деп айтпай-ақ қояйық, дегенмен бір кейде біз қателіктер жіберіп жатамыз ғой, соны қайталамасын деген сияқты. Жеңістер мен жеңілістен тұратын тірлік күрес. Жеткізе ме мұратын? Сол тірлікте керек екен бір адам, жүрегіңді жақынырақ ұғатын. Кездеріңде қиянаттан құрлаған, кездерінде қиял аттан құлаған, жұрт аяйды, бірақ сенің жанында қалмайды ешкім. Қалатыны бір адам. Тәңірінен тірлігіңді сұраған, бар болса егер сол бір аяулы адам, қол созып кездеріңді құлаған арашалар, қиянатпен аладан. Болсын сенде дос 10-100 мейлі, болсын бәрі мейірімді, ізгі ойлы, бірақ адам сенімен бақытты, бірақ адам сені аңсайды, іздейді. Сен ешқашан шығарма сол санадан. Қасіреттен, қайғыдан, наладан, жалғыздықтан, жауыздықтан, жаладан құтқармайды одан басқа еш адам. Тастамайды ол төпеседі ақпанғар. Сол адаммен арайларақ ақтаңдар. Ондай адам болмаса егер іздеңдер, бар болса аялаңдар, сақтаңдар. Жалғыз болсаң жаның қалай жалындар. Махаббатың барда мәңгі әнің бар. Сүйгендерің болса адасып қалмаңдар. Сүйгендерің болмаса іздеп табыңдар. Мә аға. Рахмет, тамаша, күшті. Браво! Рахмет. Браво! Енді осы орайда мен жаңа бірдеңеге Одан кейін әңгіме бүлдірдім. айтудың қажеті жоқ сияқты. Бірдеңе бүлдірдім. Шайып кетеміз қазір. Просто аға сізді жаңа сазгер деп айттық қой. Мен жаңа бірдеңе бүлдіріп, өз жерге гитара алғызып қойдым. Айтпай. Сол сізден бір ән тыңдай аламыз ба? Ренжімесеңіз. Тыңдай алмаймыз әлі. Тыңдай алмасақ айтасаңыз, ренжімейміз оғанда. Бірақ мына көрермендер деп. Давид етсеңші. Сендер үшін емес жер. Жалпы мен өзім ән айтуды ұнатпайтын адам. Ұнатпайтын емес. Өзім ән айтқанын ұнамайтын адам. Болады ғой сондай. Мен де сондаймын. Өзіме өзім ұнайтын. Бірақ енді жаңағы құрт бар ғой, сол құрт айтқызады да. Жарайды айтып берейін. Рахмет. Сен басың істейме деші, не білдіргесің деші. Давайте. Мә қандай керемет күшті өлең, я. Күшті болды, күшті айтылды. Біз ең оңмаған программа отымыз, халықты отырғыз қойып, донер жайып машина. Сондай бір проект болып отырмыз ғой. Су ішіп еще. Қазақ Репаблик деп. Үстіміздегі киімдер, Қазақ Репабликтің киімдері өзіміздің отандық өнім, отандық бренд. Негізі бар ғой, енді мысалы, енді сіздер неден көріп жүрсіздер, көрермендер, мыналар не донер жеп отырады, мыналар не істейтін шығарсыздар. Бірақ бұл кісілер біздерге үлкен қолдау білдіруде. Осы жобаның түсірілуіне, сіздерге ұсынылуына қаржылай кәдімгі серіктестік жасап, бізге осындай киімдер ұсынып, әдемі образдар ұсынып деген сияқты. Сол себепті біз енді өзіміздің еліміздегі белгілі бір осындай дүкендерді, немесе жаңағы тағам өндірісін болсын, кез келген нәрсені өзімізде бір пайдамыз тисін деп жарнамалаймыз. Оны бір жаңағы отырып бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр деп қабылдамаңыздар. Осы жобаға
дамуымызға үлкен септіктері тиеді бұндай жандардың. Донер набая қалтамыз бен асқазанымызды толтырып жатыр. Рахмет. Рахмет, иә. Шынымен, өйткені бұл съемкалардың өзі, біз мысалы сіздерге бір құпияны ашайық, бір күнде 3 сет түсіреміз, 3 қонақпен. Ол сағат күндізгі 12-ден бастап түнгі 12-ге дейін. Анау мынау дейтін нәрсе көз шашайды, анау свет жеп қояды, анау жеп қояды, сол кезде көз қызарады. Жоқ, бұл өзі сондай, деп андай. Өзіншелеу сәл. Үйде 5 шақты, 10 шақты киім бар. Күндізгі 12-ден түнгі 12-ге дейін түсірілімдеміз. Содан кейін кейде бір мүмкін андай болып қалады. Өз-өзіне анылдап айтып кетіп қалса. Болды, десе ма? Қинадыңдар-ау, депсі. Аяққа бір микрофон. Қайдасың, жұлдыз бекен аймысың, қара түннен тығылып, қара түнге жармысың. Жүрмісің, еске алып жүрмісің, әлі жалғыз тұрмысың, біз танысқан көшеде, қанша уақыт өтсе де. Түніммен күлгенің есіңде ме? Аймалап сүйгенім есіңде ме? Бір жүрек, бір кеуде, бір сезімде. Санамда, құшағымда түнеуің, наздана сыбырлап сүйемдеуің, мен үшін, сен үшін есіңде ме? Есіңде ме? Есіңде ме? Есіңде ме? Есіңде ме? Бармысың, қайталанбас талмысың, көк аспандай бал жүзің, жүрегімде қалды ізім. Білемін, енді саған бөтенмін, үміттеніп жүремін, біз танысқан көшеде, қанша уақыт өтсе де. Түніммен күлгенің есіңде ме? Аймалап сүйгенім есіңде ме? Бір жүрек, бір кеуде, бір сезімде. Санамда, құшағымда түнеуің, наздана сыбырлап сүйемдеуің, мен үшін, сен үшін есіңде ме? Есіңде ме? Есіңде ме? Есіңде ме? Есіңде ме? Есіңде ме? Бірге. Есіңде ме? 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 Я, есімде. Есіңде ме? Я. Есіңде ме? Есіңде ме? Есіңде ме? Есімде. Рахмет, аға. Тема. Көп рахмет, көп рахмет, аға. Мынау әнді алай елестеттім. Я, браво. Мынау әнді 85-ке келгенде 90-ға келіп қалғам, қасында кемпірім жатыр, жалжасқан ғой. Есіңде ме? Мен ғой сен салдың есің. Соған жет айналайын. Әмин. Рахмет көп аға сізге. Қонақта болған ағамыз. Біздің кішігірім сыйлығымызды ала келсеңіздер. Кішігірім сыйлығымыз бар. Дәурен ағамызға көп рахмет, уақыттарыңызды бөліп, сіздің
мына кісіге керек ау деймін бұл көбінесе. Менде бұндай резиновый бар. Қуанысы. Рахмет. Келгеніңізге көп рахмет. Иә. Құрметті ұлдар, қыздар, YouTube көрермендері, арнаға тіркеліңіздер, пікір қалдырыңыздар, жеке инста парақшамызға тіркеліңіздер. Қазақстанның көптеген қалаларында алдағы уақытта турымыз болады, соған билет алып келіңіздер. Бізде бүгін қонақта болған өзің Жансая. Ой, қысқа нұсқа, 8 қырлы бір сырлы Дәурен Серғазин. Рахмет. Рахмет. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Көп Сау болыңыздар. рахмет. Иә.